Армысыздар көрермендер, қош келдіңіздер, жең тұрыңыздар, кел кіріңіздер, серпіліңіздер. Телефонды дыбысыз қылыңыздар, тастаңыздар, сағызды басталады. Кешіміз әне, міне, көңілді ортада әзілге орасақ сіздіге ұнай ма? Жиналған ағайын қошемет бізге ұрмай ма? Бұл әзіл мафия, жазады біз жайлы газеттер статья. Бұл кеш сіздерге ұнай ма? Ұнай ма? Арман, бұл біздің арман. Көңіл күйді әркез көтереді ол. Залдан, қошемет залдан, шапалақтан босамасын сіздің қол. Басталады бұл концерт, сіздер көп күткен. Басталады концерт. Бола берсін әрдайым бәрі болат нормальный. Қарсы алайық армани. Арман, арман, арман. Точно мен концертім болып отыр ма? Қош келдіңіздер, Тараз! Ой, қыздар, сіздерге көп рахмет. Ақшаларыңды әйелмен ала саласыңдар ғой. Мен өзім шығарып салайын, қыздар жүріңдер, қыздар. Колобок қақы өтіп барсың? Өздерің бар, өзің қортық. Не дейді? Қортық деген. Жындан ба оған? Қанша жынданғанмен өзгермейсің ғой, білесің ғой Колобок, не? Колобок, сендер не болды? Қалай шық? Мен саған айтайын, шынымды айтайын. Не болды? Шоу қыл дедім, дұрыс па? Не болды? Шоу қыл дедім мен саған. Бастайтын тақпен шық дедім, тақпен ел шоқ болатын еді, шоу болатын еді. Сен есің дұрыс па? Жасың 28-ге тақпен шықсан бәрі сүндет тоймен құттықтайды ғой, жынсың ба сен? Елдің бәрі нағашыларымызда көріндік беріп жүрсің сонда сүндет тойыма. Онда сен бәрі дірілейді деп айтады ғой. Вот тоқпен шығу. Тоқпен қалай шығам? Үйде свет жоқ, зарядка жоқ менде, зарядка жоқ, білесің ба? Айттым мен саған. Арқамен түс человек пауық құсап, деп елдің бәрі шапалақ сүріп. Файзулла, сен ойлашы өзің. Дайындықта 2 рет түсіп 3 рет қалып қалдың ғой, білесің ғой. 4 апта больницада жатқан ғой. Біреу келген жоқсың ғой больницаға, білесіңдер ме? Көрінген. Вау. Қалай біреуін келмедіңдер? Біз ше. Келдік қой. Олжас, араларында Олжас-ақ келді ғой, молодец Олжас. Бірақ келіп бүкіл тамағын жеп кеткен болмады Олжас сенің. Ана больница сен келатқанда ашаршылық заман болды ғой, білесің бе Олжас? Палаталардың нандарын тығып жатыр ғой, біреу баласын тығып жатыр, балам жеп қоя ма деп ойлашы өзің. Ең бастысы келдік қой болды ғой. Келдің. Өкпелеттік саған. Не үшін өкпелешсің сен? Арман деп афишаны өлтіріп жасапсың ал. Не болды? Тараз 2000 қонақта деп қойыпты. Біздің бір суретіміз жоқ қой. Сен суретін не қыласың? Итак түрлерін таниды ғой. Мен сурет шығаратын болсам ғой, сен суретке қоятын болсаң, Олжас қоятын болсаң, афиша емес баннер шығару керек қой, білесің ба? Суретке сыймайды ғой, мынаған 4 баннер керек қой. Мынаның бір бетінің өзі 5 гектар, ойлашы. 3 соттық жер соғасың жақын. Жарайды, өкпелесін бәрі кетті. Концертің құтты болсын. Рахмет жігіттер. Ой, рахмет. Битейген жігіттер, концерт шоу қылайық башында, битейік. Сахнада әдемі жігіттер қалсын. Тұронша еместер, жайлап кетіп қалсыншы сахнадан, давай. Тұронша еместер, кете берсін, сол жақта тұрған жігіт, давай. Адам емес екенсің. Тұронша еместер, кете берсін деймін. Сен өзіңе уверенсің ба? Айнаға қарадың ба? Сен бірінші жігітті көресің ғой менен. Енді килограммы 130 килограммнан асып кеткендер кете берсін. Олғым. Білмеймін, 130-дан асқандар кете берсін. 130-дан асқандар кете берсін деймін. Сәл түсіре аласың ба? 120-дан асқандар кетсін онда. Тағы да пәл, сәл. 100-ден асқандар кетсін. 4 килограмм тағы да. Кетті. 96-дан асқандар кетсін. Жүре. Мәксін тұрсын қара. Енді сахнада әйелінен қорқпайтындай қалсын, әйелінен қорқатындар кетсін. Файзулла, сен аяғын кетіп қалған қойшы, Файзулла. Әйелінен қорқатындар кетсін деймін, асылса! Ал құрметті Тараз, жеке концертім, мен сіздерді көргеніме де қуанып тұрмын, сөйлемей тұрмын даже. Қош келдіңіздер. Баласағын орталық концерт залы Тараз халқы. Қош келдіңіздер. Сіздерге бірден айтайын,
өзімнің концертімді басқа қаладан берем ба деп бастағым деп ойлағам. Сөйтіп өзім Тараздан бастайын деп ойладым. Өйткені басқа қалаға барып, олардың халқы мені онша танымайды, өзінің жерлестеріне ғана шапалақ ұрады. Тараз маған шапалақ ұрады, Тараз маған қолдау көрсетеді, Тараз мені тек биікке көтереді деп ең бірінші концертімді Тараздан бастап жатырмын мен сіздерге айтайын. Тараз. Біздің Тараз өзі ерекше халық. Мен сіздерге айтайын, Тараз өзім қалам болғаннан кейін мақтап жатқан жоқпын. Тараз көп нәрсеге таңғалмайды, білесіздер. Біздің Таразды таңғалдыруға даже базар жоқ театр Тұрсынбек Қабатовтың өзі келмейді ғой концертпен Таразға. Не үшін әке келмейсіз десем, қойшы Тараз таңғалдырмаймын дейді ғой. Оралға барып айтам, әзіл өтеді. Ақтөбеге айтам, өтеді. Таразға келем, 3 күн көрмейді, маған бүйтіп қарап отырады дейді. Мен Тараз таңғалдырамаймын дейді. Соны біліп, біздің Тараздың халқын таңғалдыру үшін жақында Тараз халқының бір құрметті азаматы бүкіл әлемді таңғалдырған Бонием деген топ шақырып, білесіздер ме соны? Білмейтіндер міне, Бонием. Төртеуін қараңыздар, төрт қара руынан сияқты төртеу, иә? Төртеуін шақырды. Осы төртеуі келді, Алматы, Астанаға емес, Таразға келді ғой төртеуі. Бұл төртеуін шақырған ақшаны айтатын болсам, бір ресторан соғастан ақшаға. Мына төртеуі келіп өлең айтып жатыр, мейрамхананың ішінде. Біздің Тараздың қонақтар далада темекі шегіп тұр қойлыш. Бонием деген осы ма? Түрлері албасыздай ғой деп қой түрге. Вообще бүкіл әлемді таңғалдырған Бонием Таразды таңғалдырмай тұр ғой. Мен осы бүкіл әлем таңғалдырмаған Таразды таңғалдырам ба деп армандап келіп отырған Арман ұлдарыңыздың концертіне қош келдіңіздер, құрметті Тараз. Енді мен бірден айтайын, не үшін билет 1000 теңгеден сразу айтайын. Кейбір кісілер уже калькулятормен есептеп жатыр, қанша пайда көреді екен деп негізінде. Точно бір времянкасы бітірейін деп жатыр ма деп айтуы мүмкін. Мен сіздерге айтайын, мен 1000 теңгеден билет қойдым, ешқандай пайда жоқ, есептеп отырыңдар. Соткада айфонда бар, калькулятор төбе көтеріп қазайын. Есептейсіңдер, 1000 адам, төбесі 300 адам, өзін есептеңіздер. Не үшін 1000 теңгеден қойдым? Мен бұрын кішкентай кезімде, студент кезімде осындай концерттерге келуге армандайтынмын. Сол кезде 5000, 6000 теңге билетке кірамай кететінмін мен. Кәдімгідей не үшін кірамаймын, армандап кететінмін. Сол себепті сіздерге қол жетімді баға болсын деп 1000 теңгеден концерт қойып жатырмын. Шынымды айтамын, міне қыздар 1000 теңгеден. Балкон вообще 500-ден қойып жатырмын, иә? Жандерім вообще шапалақ ұрып жатыр кәдімгі. Жақында Павел Воляның концертіне бардым. Білесіздер ғой, Comedy Club. Павел Воляның концертіне барып, алдыңғы қатар 70 000 теңге ойлаңыздаршы. 70 000 теңгеден билет сатқан. Ең соңғы қатар 30-шы қатар 15 000 теңгеден. Республика сарайы 3000 адам түседі. Ең соңғы қатар 15 000 теңгеден сатты ғой. Ақмақтар бар ғой, соны алған. Мен екі ақмақты жақсы танимын. Мен және інім. 15 000-нан билет алдық қой сол Павел Воляның концертіне. Бірақ бір жақсы жері Воляның концертіне 30-шы қатарға отырып отырсам, ұйымдастырушылар мені танып қойды, өзіміздің қазақтар екен. Ресейден шақырып жатыр бүйтеді маған. Уайымдама Арман, 15 000 билеттің қалтаңда тұра берсін, жүрме сені 50 000 тұратын билетке отырғызам, олар келмейді, бәрі алды толмайды, сол жақта отырасың деді. Мақұл деп барып қуанып отырып алғансың ғой. Қуанғанға дейін концерт басталғанша уайымдап отырсың ғой, біреу тұрғызып жібере ме деп ана жерде. Бүйтіп жан-жағыма қарап отырмын, енді 50 000-ға билет алған адам келіп, бірақ тұрып жібереді, тұрасың ба деп айтпайды ғой. Тұрай деп айтады ғой 50 000 қалғандар. Мен ғой 15 000, кәсірім деп тұрып кетесің сразу ғой. 15 000 екен, қорқып тұрмын да, Павел Воля басталғанша дірілдеп отырмын ба, сол жағыма қарасам, сол жақтағы адам басқа жаққа қарап қояды. Оң жаққа қарасам, ол да басқа жаққа қарап қояды. Сөйтсем сол қатардың бәрі мен сияқты кіргендер екен ғой ана жерде. Сөйтіп енді 50 000 теңге билетті көріп шықтым ғой сол кезде. Мен негізі не үшін 1000 теңгеден қойып жатырмын? Мен Тараздың, Жамбыл облысының қал жағдайын білем, айлықтарыңыз бәрін білем. Осы жерде ақжаулықты аналарымыз отыр, осы жерде жұмыс істейтін, айлық алатын адамдар отыр. Бір жақта айлық білесіздер. Қазір айтайыншы шынымды. Мен жақында Ақтау жаққа бардым, ол жаққа 10 000-дан концерт берсем де халық келеді екен Ақтауда. Ол жақтың айлық кішкентай баланы ұстап алдым да, папаң не жұмыс істейді десем, мұнайда деді ғой сразу. Шошып кетті. Мен бұрын папа не жұмыс істейді десем айтуға ұялатынмын, таксист екенін айтуға ұяласың ғой енді. Электрик екенін айтасың, айлығы қанша десем, 1 миллион теңге дейді ғой. Бұрын менен сұраған кезде, папаң айлығы қанша деген кезде, білмеймін деп айтатын. 30 000 деп айтуға ұялатын, білмеймін қанша екен дейтін. Аналар 1 миллион айлықпен неше түрлі үйлер, неше түрлі ресторандар соғып отыр ғой. Мен Ақтаудың халқы 1 миллион айлықты жинап 3 ай жинайды екен де ресторан соғады екен ғой, ойлаңыздаршы. Таң қалдым ғой, мә не деген ресторан деп. Сосын не істейді десем, ары қарай папа ақшаны жинап маған Land Cruiser деген джип алып береді. 362 ата деген номермен дейді. Ол номердің өзі ояқта күшті. Сосын ары қарай ақшаны жинап бар деді маған. Дәу күшті той жасап береді дейді. Таң қалдым ғой, онда мен тыңда дедім. Бір жақта Жамбыл облысының айлығы 30-40 000 теңге, бір жақта ақшаны жинайсың. И опять бәрін қосып жинайсың. И бәрін қосып жинап бар сезесінде светтің ақшасын төлеп тастайсың дедім мына жерде. Осындай айлықты балашаға жеткізіп кем қылмай, бір айдың ішінде 4-5 тойға баратын, бір айдың ішінде 4-5 кредит төлейтін Жамбыл облысының ата-аналарына қош келдіңіздер деп бір шапалақ ұрып қойыңыздар шкана. Қош келдіңіздер, Тараз. Тез отырамыз.
Енді мен концерттің басында кім жайлы айтамын деп ары ойландым, бері ойландым. Өзім концертімде өзім жайлы айтайын. Танымайтын бір Мұрат деген көршім жайлы айтпаймын сіздерге. Дұрыс оны танымайсыздар, оның өмірі қызық та емес. Мына Мұрат демекші жақында Мұрат банктен барып кредит алды 1 миллион. Сол маған келіп тұр, қуанып миллионға кредит алдым деп, құтты болсын қораға кіргенің деді Мұратқа. Сөйтсем мен бұл айлықты төлемеймін, бұл банктың кредитін мен лақтырамын банкты дейді. Ей, сен черный списокқа кіріп кетесің, білесің ба? Ертең шетелге шыға алмай қалады десем, маған бәрібір деп Ыстықкөлге бармай қалған ғой. Үйінде айғай-шу, әйел ренжіп, әйел ұрсып, баласы жылап, айттым ғой Мұраттың өмірі қызық емес, өзім жайлы айта берейінші сіздерге. Мен негізі өзім 1988 жылы менің ата-анам бір-бірін көріп кездескен. Міне, менің мама-папам бір-бірін көріп кездескен. Папамды қараңыздар, мамамды қараңыздар. Менің мамам сол кезде өте модный киінетін, мужской. Қараңыздар. Ол кезде ешкім айтпайтын мамаға мужской деп, міне. Папам бар, папамның оң жағында, мамам оң жағында тұрған жігітті танымаймын. Есімін ғана білемін, Төрехан деген жігіт. Папама 50 мың қарыз. Міне негізі менің папам мамам 88 жыл бір-бірін көрген, таңғалған, любовь с первого взгляда болып бір-бірін көріп таңғалған. Деп екеуі бір-біріне таңғалған. 89 жылы Аллаға шүкір папам мамама сөз салған, екеуі Аллаға шүкір үйленген. Міне папам мен мамам үйленді. Ол кезде ой, біздің папам мен мамамыздың кезіндегі тойларды білесіздер ғой. Ол кезде палаткада той болады. Папам аты Нұрғали, мамамның аты ұл болсын. Міне екеуі деп отыр ғой. Ойлаңыздаршы, мақтамен жазып қойған Нұрғали ұл болсын деп. Папа сол кезде есімде тойлар күшті болды. Тойларында өзім болдым. Нұрғали ұл болсын, ойлаңыздар, мақтамен жазып қойған. Мақта түспаған Нұрғали емес, Ұрғали деп тұр, ойлаңыздар. Мамамның аты ұл болсын, мақта түспаған ұл болсын емес, болсын деп тұр. Сол қонақтар шығады, Ұрғали болсын, тойлары құтты болсын деп тілек айтады. Сен менің ата-анам Аллаға шүкір 89 жыл өмірге келдім. Өмірге келгеннен кейін неше түрлі суреттер түстік. Ауылға барып суретке түскенбіз. Мен мына жерде 2 айлықпын. Келесі бір сурет бар. Мына жерде мен 2 айлық 3 күнмін негізінде. 3 күннен кейін түсірілген сурет. Мына суретке өте керемет. Бұл кезде менің ең жақсы көретін тамағым құм етін, құм жей беретінмін осы жерде. Кейін реанимациядан бірақ шықтым. Мына сурет, мына сурет менің есіме қатты кетпейді. Ыстық осы сурет маған. Бұл сурет еш уақытта ұмытпаймын. Өйткені осы суреттен кейін тапшадан құлап қалғам. Менің папам мына 30 мың айлық екен көрініп тұр. Біздің елканы қараңыздар. Айлық көрсетіп тұр ғой, мұны айлық екен. Мына елканы бұрын осы бізге күшті етін ғой. Қазір ғой, елка қандай екен біліп атқанымызға. Осы елка, мына жерде мен Алдар Көсен рөлін ойнағам, ең бірінші рет сахнаға шықтым балабақшада. Алдар Көсен рөлін 4 жасымда ойнадым. Қазір 28-дем, 24 жыл болыпты ғой, рөлден әлі шыға алмай жүрмін. Мына жерде мектепке бардым. Енді мектептен бастап айтайын сіздерге. Мектепте мен мектепке дейін ақылды жігіт болдым папа-мамамның арқасында, Аллаға шүкір. Соншалықты ақылдым, мен 7 жасында 1 жасқа бардым. 8 жасында 2 жасқа бардым, 18 жасында мектеп бітірдім. Мектепте мен өте әдемі болдым ғой. Мәссаған, мені көрген. Бұл ара құлақ деген кезім ғой. Мен мектепте осында әдемі сұлу жігіт болдым. Гамажбен кете беретін мектепке. Мектепке келген кезде қыздардың бәрі мені көрген кезде таңғалатын. Мен сіздерге шынымды айтайын. Мен алдап тұрған жоқ. Мен вообще өтірік айтпайтын аферистпін. Шынымды айтайын мен сіздерге. Мен мектепке келатқан кезде қыздардың бәрі көріп, арман келатыр, арман келатыр, арман келатыр. Мен өтетінімді деген кезде деп талқылардың қыздардың бәрі. Мен соншалықты әдемі, қыздардың бәрі артынан жүгіретін ғой. Арман, 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 арман. Қарызды қайтаршы, арман, қарызды қайтаршы, арман, қарызды қайтаршы деп. Бүкіл мектепке қарыз болып кеткенсің ғой ана жерде. Нанға ақшасын арен тауып жүрген охранник өзіне 2 теңге алып кеткенсің ғой. Әлі күнге дейін WhatsApp-пен жазады маған, арман сол 2 теңге садаға деп, ойлаңыздаршы. Мектепте 11 сыныпқа дейін жігіт сұлтан ұмытып алдым. Бір жігітке берген жоқпын. Соншалықты әдемім, 9 сыныпта қыз ұмытып алсың, ойлаңыздаршы. Мына түрмен қыз ұмытып алдым. Сөйтіп мектепті бітірдім. Сосын енді қойшының баласы қойшы болады дейді. Біздің бабамыз адвокат, қорғаушы. Сен юрист боласың деп мені көпсалалы колледжге юрист мамандығына оқуға түсірді. 3 жыл юристте оқыдым. Өзімнің КВН-дегі достарыммен таныстым. Енді юрист шыққан жоқ. Өзімнің бүйрегім, өзімнің көңілім сахнаға тартып тұрғаннан кейін Тараз мемлекеттік университетінің мәдени тұнығы жұмысына актер өнеріне оқуға түстім. Міне актер өнеріне оқуға түстім. Бұл актер өнеріне оқуға түскен мен сіздерге айтайын, группамда 18 қыз болды ғой. Бәрі менің группамды былай елестететін. 18 қыз деп, мен ойлаңыздаршы. Арман, сен группанда неше түрлі қыздар бар шығар, бойы ұзын, көзі ұзын, әдемі көзі де, құлағы дың деген қыздар. Негізі бұл Арман еді. Негізі менің группам суреті мынау еді. Аллаға шүкір, осындай 18 қыздың арасында оқыдым. 18 қыздың арасында оқып жүріп, мінезім қыз болып кетті ғой. Адам өзі ортаңа бейімделеді екен, оны мен байқаған жоқпын. Папам үйде отырып қойды, Арман қасықтап берші деп еді. Қазір деппін ғой, бір екен шошып кеттім өзім. Мамам айтып қойды, бассейнге барамыз деп, болды, мама барамыз деп, ана жерде үйіп жүрмін ғой. Мама папам ашуланып сосын, ей Арман деп, айналайын. Жігіт емессің, не өкіп кеттің сен айналайын деді. Сен бір достарың бар ма? Аттарын айтшы достарың деді. Бар дедім. Айжан, Гүлжан, Салтанат, Сәуле дедім анаға. Папам қарап тұрды, сен бір жігіт досың бар ма? Бәрі қыз болып кетті ғой. Бар дедім. Жума дедім.
Шын аты кім деп Жұмагүл деп мына жерде. Мен бәрі қыз ғой, айналам бәрі. Қыздармен араласам, қыздармен барлық жерге асхана қыздар, кафе қыздар, бірақ ең жаманы 8 наурызда ғой. 8 наурызда мен сабаққа бармайтын. Маған бәрі звондайтын. Абенен времен недоступен деп тұратын. Бірақ 7 майда жалғыз өзім группада отыратын, ойлаңыздаршы. Жалғыз өзім отыратын. Қыздардың ортасынан жүріп, Альбина деген мен досым болды. Екеуміз жаман бір-бірімізге подружка болдық. Бір-бірімізді жаман түсінетінбіз. 4-ші курста Альбина келіп тұр маған. Арман, мен саған бір қуаныш жағдай айтайын деп жатырмын. Мен күйеуге тиейін деп жатырмын дейді. Құтты болсын дедім. Барлық көмегімді аямаймын. Не істейін сен тойыңа десем, Арман, сен мен подружкамсың, тойымда қыз жолдас болып тұршы дейді. Сен айттым, Альбина, сен есің дұрыс па дедім. Қалай қыз жолдас болдым дедім. Уайымдама, мен мейкап жасайтын Зарина деген подружкам бар. Сенің түріңді 5 минутта Арман емес, Айман қылып береді деді ғана жерде. Сол келді 5 минутта түрім Айман болып қалды. Айнаға қарап өз-өзіме ғашық болып жүрмін ғой. Не деген ана туды екен мына қызды деп кәдімгідей. Өз-өзімен сүйіскім келіп жүр, бүйтіп жүр ғой кәдімгідей. Сосын айтып қойды, Альбина айтып қойды, болды, Альбинаға айттым, тойға барамыз, бірақ айтпа дедім мен. Екеуміз бардық тойға, тойда жүрміз ары бері. Мен бүйтіп тұрмын ғой енді, өйіншік болып бүйтіп қыз болып тұрмын ғой, өйінше парик киіп алғам, жігіт жолдас қарай береді маған бүйтіп. Чего там деп. Жігіт жолдасқа айттым, жоқ, мен қыз емеспін, мен еркекпін, қыз емеспін, еркекпін дедім. Сөйтсем ана басқаша түсініп қалған ғой, мен далаға шықтым, далаға шығып кеткен ғой ресторанды прикинь. 3 сағат мен күтіп жүр ғой далада ана жігіт жолдас. Сол бір нәрсе болатын сездім ғой, Альбина да прикол ұстап, қыз жолдасқа лақтыратын гүлді маған берген ғой, сен күйеуге тий деп қояды. Мен де қуандым ана жақта, ура, Арман деп жүр едім деп бір нәрсе болатын сезіп едім. Тойдан кейін жігіт жолдас алып қашып кетті ғой прикинь мені. Алып қашып кетті үйіне бардым, апам жатып алып, менен атасың бақытсыз боласың деп сол жерде енді паригім шешіп апам құлады, скорый шақырып, сонымен бір қызықтар болған. Мен енді Аллаға шүкір актер өнерін бітірдім. Енді қазір енді бүгін театрда жұмыс істеп жатқаныма 5 жыл толып жатыр. Құттықтап қойсаңыздар болады биыл енді. Мен енді арманым етін сол кезде театр 2012 жыл осы сахнада Тұрсынбек театрында қабылдады. Сол кезде армандап едім қаша өзімнің жеріме, өзім туған жеріме Таразға өзім жеке концертін беремін деп. Аллаға шүкір, армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Бүгін менің арманымды орындап жатқан сіздер. Тараз, қош келдіңіздер. Армани бәрі болады, нормальный концерт. Тек қана сіздер үшін қош келдіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Енді кішігірім бірінші тойым ғой. Менің тойыма құттықтап келіп отырған осы жерде спорттағы өзімнің ағаларым, бауырларым бар. Ортамызға ең бірінші осы әлем чемпионы, Азия чемпионы, Евразия чемпионы, Қазақ барысының 3 дүркін чемпионы, кәсіпқой спорт федерациясының директоры Бейбіт Ыстыбаев ағамыз осыған келіп отыр. Және де Лондон Олимпиадасының чемпион қола жүлдегері өзіміздің жерлесіміз, менің ағам, өнердегі, өмірдегі, спорттағы ағам Ақжүрек Таңатаров ағамыз келіп отыр. Және де Тараз футбол клубының ойыншысы, Қазақстан футбол құрамасының шабуылшысы, 18 жасында Құдай қаласа Зенит футбол құрамасына барып шабуылшы ретінде барып жатқан Еркебұлан Сейдахмет інім келіп отыр. Менің сыйлап келіп отқан, қош келдіңіздер. Енді бірінші кімден бастаймыз? Мен қорыққаннан бастайын, Бейбіт аға бастаңызшы. Әке өзі. Қош келдіңіздер, бәке. Ассалаумағалейкум, құрметті мынау Арман еніміздің жеке концертіне келген қонақтар, апалар, аналарымыз келіп отыр. Мына жерде ассалаумағалейкум. Жігіттер жақсы көріп отырайды мен. Біздің аналарымыз келіп отыр. Соларға мына менің өзім анам отыр. Анам топпай тұрын жота. Анашым бәді, анашым. Бейбіт мамасы кірді ма? Шықты бек концерттен. Кірді ма Бейбіт мамасы? Бұл кетті, бәке. Шет жаққа отырғыз қойсың, Арман, дұрыс болмады. Нұрсұлтан, папа орныңыздан тұрасыз ба? Отырғызсаңдаршы, Нұрсұлтан. Мынау, құрметті Арман, құтты болсын концертін, Құдай қаласа өнерің алға баса берсін. Әрқашанда біздің Жамбылдың жігіттері бір-бірін қазақта айтады ғой, бағаламанға бақ қонбас, қуанбағанға құт қонбас дейді. Біз бір-біріміздің барымызды бағалап, қуанышымызға қуанып жүретін қазақпыз. Бізде қазір қазақта сол дәстүр біріміздің қуанышымызға қуану деген кетіп бара жатыр. Соны ауызбіршілігіміз бір екен деп, мынау Ақжүрек бар, ініміз бар. Қазір Елдос Сметов келе жатыр жолда. Сол бәріміз білдірейік деп, бір ауызда болайық деп, әрқашанда қандай биікте көрінсең де, бірге жүрмесек те, саламыз бөлек болса да, сенің қуанышыңызға ортақ екенімізді білдіріп, енді сен біздің тойымызға ақша төлемесе келмесең де, сен тойыңа келдік. Мынау қазақта айтады, таспен ұрғанды аспен ұр дейді. Сол мынау енді осыдан кейін өзің ұялып біз шақырған жерге келетін шығарсың енді. Болды бір. Ақша сұрай берме енді. Келем.
Сол енді Ақжүрек өзің бір әу деп жүр. Бір өлең айтып жібересің ба, көресің ғой өзің. Бір үйден бір адам сөйлесінші десең ғой. Ал Ақжүрек ағамыз. Жоқ, өлең айта алмаймын, әйтпесе өлең айтып беретін едім. Ассалаумағалейкум, Тараз елі. Өзіміздің киелі, әулиелі жеріміз ғой. Қайда жүрсек те өзіміздің әулиелі Таразға, киелі Таразымызға жететін жер жоқ. Өзіміздің халқымызға Астанаға барсаң да, болмаса север жаққа барып жатсаң да Тараз деп айтып жатады. Тараз деген қандай қала деп сұрап жататындар да бар. Тараздың жеріне, Тараздың ауасына жететін жер жоқ. Аңсағанда, сағынғанда еске алатын Таразым деп. Қанша шетелде жүреміз, бейбіт бауырым да біледі ғой. Таразға жететін Тараз. Алматыдан аэропорттан түскеннен Таразға жеткенше қолымыз жетпей кетеді осы жерге. Ал енді мынау Армания осындай киелі жерден, киелі жерімізден шығып отырсың. Саған мынау бүгінгі бірінші концертің осымен бітпесін, жалғасы болсын. Елімізде Тұрсынбектер сияқты өзің театрыңды аша бер. Біздің спорттың шыңы Олимпиада ойындарын жеңу болса, бұл өнердегілердікі сол театр ашу ғой. Өзің театрың болсын. Келі Тараз деген бір театр ашып, Таразымыздың атын шығарып, Құда қаласа бізде келіп сол концерттерімді көріп отырайық, тамашалап. Біздің қол бос, біз шақырсаң да болады театрға. Қазір енді қол бос, енді сборға бармаймыз, постоянно үйде жатамыз, келіп тұрамыз. Болды, шақырам онда сіздерге. Енді бізді де ұмытып кетпе, рекламаларында 50 мың теңгеден жібермей, кішкене тегін жіберіп отырасың ғой Инстаграмдарда. Болды. Алдында бір жерге шақырсақ 50 мың теңге екен Инстаграмға. Соны айтып отқаным ғой, 50 мың теңге емес, енді тегін кішкене шығарып отырасың деп. Болды, 49 мың. Құтты болсын бүгінгі. Рахмет, Ақжүрек ағамызға, бейбіт ағаларымызға. Енді бұл жерде жас кіші болса да, өзім мен сыйлап келіп отқан Еркебұлан бауырымыз өзім бір қысқа нұсқа қисық айтпа. Ассалаумағалейкум, осы Тараз қаласының тұрғындары. Ал Арман аға, осы жеке концертіңіз құтты болсын. Осылай шақырып жатқандарыңызға, осы чемпион ағалардың қасында тұрғаныма мен өте қуаныштымын. Бұдан да үлкен концерттерден сізді көре берейік. Және де отбасыңызбен бақытты ғұмыр кешіңіз. Ой, рахмет Еркебұлан. Мынау енді құрметті ағайын, орамал тоң болмай жол болады дейді. Әркімнің өзінің сыйы бар. Мен енді қолымнан келетін қазір мынау нан алып бір арақ рек болады апардым да, басқа бір здоровый. Мынау қазақ курткасы. Енді осы курткамен күресіп біраз қадал десеңізші. келінді қадайсың енді. Келінді? Мен уже қадалып қоғам. Келінге қадалып жүр деп естідім, сен соны қадайын бүгіннен бастап. Құдай қаласа, брат. Мынаны киіп, кигізейін енді. Киім ба? Біздің шапан енді бұл. Жоқ, нені сыртынан келе береді костюм. Келе бере ма? Ақжүрек киіндірші. О, Жаналиев деп атыммен кәдімгідей, фамилиямен. Рахмет, Еркебұлан. Ақа. Есіңде осы Еркебұлан? Мына қазақта айтады ғой, болатын баланы көрсең, бетін қақпа, белін бұл дейді. Осы бала болатын сияқты, сол үшін енді. Белін бұл. Ой, рахмет. Мына шортик. Киме қойшы, братан бұл. Бұмен бассейнге түссең де болады, Қойшы. пляжда жүрсең болады енді. Болды. Мына артында енді, артқа қарап тұр енді. Мына мен енді осы Таразда жекпе-жек кәсіпқой спорт клуб деген директорымын. Сол біздің клубтың несі, емлемасы, бұл клубты ятқа қалдырмайын. Болды. Рахмет, бейбіт ағамызға. Ақжүрек, братан. Біздікі де енді бір кішігірім бар, бірақ енді бізде... Аттистанттарыңыз бір түрлі екен өзі. Братанға берсі бір? Жаңадан алғанбыз жұмысқа. Бұл тамақтың бәрі өз жейтін сияқты ғой? Бізде борцовка деп аталады ғой. Борцовканы киіп алсақ, одан кейін әйелің айтады, стриптиз көрсетуге кетіп барасың ба деп. Спортивка ма, жақсы болды. Пакет мен алайыншы. Пакет өзімен сатты керіп Пакет. Ой, рахмет. Мана. Ой, рахмет сіздерге. Еркебұлан не берді екен деп намек жасасаң. Еркебұлан атпен. Мен осы вальс болғанайын, мен білесіз жүрген жерім бәрі футбол нәрсе ғой. Өзімнен осы футбольный подарок бар сізге. Тараз қаласында. Ой, рахмет, Тараз қаласы.
О, мен Айқын деген ұлыма 7 деген номермен және өзіме Ерболат деп шатасып қалса. О, 7. Рахмет. Еліміздің, жеріміздің мақтанышы ағаларымыз, бауырларымызға қошемет беріп рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Мен білдіре алмай тұрмын қуанышымды. Сіздерге көп рахмет. Бәке, Ақжүрек Құрадан Еркебұлан рахмет сіздерге. Бір шапалақ қошеметпен сіздерді 12-ші қатарға жігіттер. 12-ші қатарға мен анам отырсыз, мен 13-ке отыра беремін. Болды, жігіттер. Шет жақта ят болады. Отырсыңыз, жігіттер. Мен сыйлағанша анам сыйла, Болды, бұрада. Естейтін болдым мен. Бүгін 2 сағат концерт сіздердің құрметтеріңізге ән мен әзіл концерт деді. Енді ортамызға бір керемет әншіні шақырғым келіп отыр. Бұл жігіт енді Тараздың жігіті. Жақында үйленді, бір басы екеу болып жатыр. Пока күшті деп отыр үйленген. О, күшті деп отыр пока. Көресің дедім 2 жылдан кейін. Ортамызға енді Дәулет деген бауырымыз шақырайық. Кел, Дәулет. Дәулет деген бауырымыз. О, рахмет. Бір өзімнің үйленген жайлы бір керемет әні бар екен. Қандай ән айтасың? Гүл қыздар деген. Үйленгенге тұққа түс жоқ қой, давай айта бер. Кешті болсын Арманға, қошемет қойыңыздаршы. Ал енді қазір орын алатын ән осындағы барша Тараздың, барша ару қыздарының, гүл қыздарының құрметіне керемет ән болсын. Кет, қошемет отырайық, поддержка қайда? Тараздың сұлу қыздары. Ақ тілекті қыздар сендерге гүлдей жайнап құлпырып жүре беріңдер. Аққу мойын ақ маралдай қазақ қыздарым, амалым жоқ, айла жоқ, бәрін сүйерге. Гүл қыздар, гүл қыздар, гүл қыздар, сөз жоқ сусындар, езілген жүрегімді жаралайсыңдар. Гүл қыздар, гүл қыздар, гүл қыздар, гүлімдей жас жүректі күні түні арбайсыңдар. Әйгерімнің қиылған қастары қандай, айдананың қадамды басқаны оңай. Ақ маралдың жайдары күлкісі балдай, ай сұлудың жолақпай қашқаны оңай. Гүл қыздар, гүл қыздар, гүл қыздар, сөз жоқ сусындар, езілген жүрегімді жаралайсыңдар. Гүл қыздар, гүл қыздар, гүл қыздар, гүлдерше женесіңдар, гүлімдей жас жүректі күні түні арбайсыңдар. Қошеметтеріңіз қайда? Қаттырақ Тараздың қыздары. Ішінен бір сұлу қыз күліп қарады, ұнатып қалғандаймын сол бір аруды. Қарай көз салды қазақ қыздары, бірінен бірі өткен сұлулықтары. Гүл қыздар, гүл қыздар, гүл қыздар, сөз жоқ сұлусыңдар, езілген жүрегімді жаралайсыңдар. Рахмет. Шамалақ ұрайық, Дәулет, Бертаев. Әнім ғой. Жақында үйленді. Аллаға шүкір, енді мен театрда осы Тұрсынбек Қабатов, Қайрат Әділгерей, қанаттары сахнаға шыққан кезде мен үйленбей тұрып ойлайтын солар, не үшін әйел жайлы айта береді деп. Білесіздер ғой, әйел жайлы айта береді, шыққан сайын әйелін айтады, шыққан сайын әйелін айтады. Сөйтсем, үйленгеннен кейін әйелден басқа тақырып қызық емес болып қалады екен ғой негізінде. Мен үйленгенде 3 жыл болды қазір. Мен қазір қай елдің қызын алғанымды айтатын болсам, сіздер маған шапалақ ұрып, мына жігіттің жүрегі бар деп айтасыздар. Айтайын ба? Найманнан қыз алдым ғой. Найманнан қыз алдым, Аллаға шүкір.
Үйленгеніме 3 жыл болды. 75 килограмм едім басында. 3 жылда 15 кило тастадым. 10 жылда жоқ болып кетемін деп қорқып жүрмін, Құдай сақтасын енді. Әзіл, иә. Үйлендім. Үйленгеннен кейін басқа тақырып қызық емес, мен сіздерге айтайын. Әйелім жайлы айтайын деп тұрмын сіздерге. Әйел азаннан бастап, тұрғаннан бастап өзі бір әзіл екен ғой. Менің әйелім өте бір қызық қой. Әйелдер түсіне алмайсың. Сен үшін мақта звондадым әйеліме. Жаным-ау, саған не сыйлайын сен үшін наурызға дедім. Сразу айтып қойын, дубленка әперетін ақшам жоқ дедім. Алтын әперетін жағдайым жоқ дедім. Дубайға алып баратын қаражатым жоқ десем, онда өзіңізге раскладушка аласаңыз дейді маған. Оны не істеймін десем, бүгіннен бастап подъезде қонасыз дейді маған. Сонда дайырға звондадым, дайыр, қалайсың? Раскладушка бере тұршы десем, бос емес Арман, өзім бүгіннен бастап подъезде қонайын деп жатырмын дейді. Негізі әйелдердің бәрінің тақырыбы бір ғой негізі. Сосын менің әйелім көшеде кетіп бара жатқан кезде негізі менің әйелім емес, бүкіл әйелдер сондай ғой. 50% жеңілдік көрсе, милар 100%-ға сыймай қалады ғой, білесіздер ғой, иә? Әйел зомби болып қалады, 50% көше кетіп қалады, зомби ұқсап. Не сатып жатқан қызықтырмай, қолында айқын болса лақтырып жіберіп кетіп бара жатады, бүйтіп кетіп қалады. Менің әйелім сондай, кіреді, кәш шығамын дейді да, 2 сағаттан кейін бірақ шығады ғой. Кеше екеуміз көшеде кетіп бара жатсақ, 50% деген жеңілдікті көріп қалдық ана жерде. Әйелім көрді де кетті ғой, кәш шығамын деп кетіп қалды ғой. Мен ютубты ашып қойдым, чипсы алып алдым, махши шай ішіп отырсам, ол минутта ырсылдап жүгіріп келіп тұр маған. Не болып қалды десем, онша емес саттар екен деп кетіп қалды. Тексерейінші, не сатылады екен, кірсем, 50% жеңілдік линолеумға, ойлаңыздаршы. Құрылыс дүкеніне кіріп кеткен ғой анау. Сатушыны барып сұрасам, ол минут сатушыны мен ашқан ғой, линолеумнан көйлек тігіп алсам бола ма деп ана жерде, ойлаңыздаршы. Абойдан шляпа тігіп алсам бола ма деп тұр ғой. Мен негізі әйелдер үйленгеннен кейін эгоист болады, соны мен қазір дәлелдеп беремін сіздерге. Негізі әйелдер үйленгеннен кейін 3 жылдан кейін біздің бойдақ достарымызбен араластырмайды, білесіздер. Сондай ғой, үйленгендер. Араласпа, ол сенің ойыңды бұзады, сені жаман жерге алып барады, араласпа дейді. Негізі әйелдер эгоист ғой, мен сіздерге айтайын. Біз ондай емеспіз ғой, қыздар. Біз сіздердің бойдақ подушкаларын жақтырамыз ғой негізінде. Азаннан кешке не істеп жатыр екен деп звондап шығамыз, білесіздер, иә? Сосын подружкасы жағадан жалғыз жатыр ма деп кәдімгідей. Негізі әйелдер вообще эгоист ғой негізі. Менің әйелім негізінде тойға барған кезде бір өзі бір оқиға болады ғой. Әйеліммен Дайыр деген досымның тойына бардым. Бірінші достан кейін әйелім келіп жылап тұр маған. Арман қайтайықшы дейді. Не болып қалды десем, үйге барғаннан кейін түсіндіремін дейді. Қорқып кеттім, бір суға барайын ма деп ана жерде. Қорқып кеткен ғой, енем алып кетті ма деп ана жерде. Үйге жүгірдік те бардық, жарты сағат үйге бардық. Айтпайды не болған. Айтса десем, үйге барғанда түсіндіремін, айта алмаймын. Үйге кірдік, спальныйда жылап отыр ғой. Еще бір түрлі жылайды мен әйелім. Деп жылайды. Не болды айтсай десем, тойда Жалғас деген досыңыздың әйелі тура менікіндей көйлек киіп алыпты дейді. Көйлек үшін тойдан кетіп қалғанбыз ғой, ойлаңыздаршы. Ашуланып, мен Дайыр үйленіп отыр, сары көйлегіңе кеттік деп қайтадан алып келдім тойға. Тойға келерім келіп, жан-жақ қарап тұрсам, сары көйлек киген ешкім жоқ деп ойлап. Үйге қайтып кетпейін, жан-жақ қарап тұрсам, бір сары көйлек киген қыз келіп келе тұр ресторанға. Ана қызға қарағанда жүгіріп баратым ана қызға. Ана қыз мені көріп бірнәрсе білдіріп қоймай қорқып тұр ана жерде. Қолтығынан соңына далаға алып шықтым ғой, қарындас дедім. Үйге қайт, болмаса көйлегіңді ауыстырып келші айналайын. Мен сен үшін үйге қайтқым келіп тұрған жоқ десем, бүйтеді, ағай қойыңызшы, өзім осымен 3-ші рет үйге барып келе жатырмын деп қойды ана қыздың өзі. Негізі әйелмен тойға барсаң, әйелдердің айтқан тілектерінің өзі бір басқаша ғой еркектерден қарағанда. Сізде байқамайтын шығарсыз, мен соны байқап отырамын. Кеше бір тойда бүйтіп қойды қыздың мамасы. Айналайын құдағи, қызымыз сізге тапсырып жатырмыз, если что. Қыз бергеннің назы бар, между прочим. Біздің қызымыз никогда күннің көзін көрмей өскен десе, ұлдың мамасы айтып қойды, уайымдамаңыз құдағи. Біз де сіздің қызыңызға күн көрсетпейміз деп қояды. Есік алдын барын навес тек көлеңкеде өсетіп қояды, ойлаңыздаршы. Әйелдер түсіне алмайсың ғой. Мен айттым әйеліме, мен саған романтик болам дедім. Әйелім айтып қойды, сіз маған романтик болыңыз дейді. Болды, романтик болам дедім. Ол турецкий сериалдар көп көреді ғой, сериалдан білесіздер. Сақалы бар біреулер көре береді ғой. Тамақ істеп жатса да, бала қарап жатса да, романтик болыңыз дейді. Екеуміз көшеде кетіп бара жатсақ, бір жігіт тізеге отырып қызына гүл беріп жатыр ғой. Қараңызшы не деген романтика. Ешқандай себептен себепсіз гүл беріп жатыр. Ашуланып кеттім де, бауырым дедім. Базар жоқ, романтик жігіт екенсің. Сен сияқты қазақтың жігіттері көбейе берсін десем, братан, мен гүл беріп жатқан жоқпын. Просто гүл сатып жүрген жігітпін деп қойды ана жерде. Сөйтіп екімден гүл сатып жүр екен ғой. Мен қыз жігітке айттым, қазір мен әйеліме келіп гүл бер, романтик болайыншы, бір 5 минут. 10 мың теңге бердім, 5 гүл әкеліп берші деп екеуміз отырдық. Әйелім және құшақтап отырмын ғой, жаным, қазір романтик боламыз екеуміз. 10 минутта саған біреу бір нәрсе әкеліп береді деп отырмын ғой. 10 минут өтті, әйелім айтып қойды, романтика кән деп қойды. Уайымдама, қазір келеді деп 20 минут отырып, кешкі 8-ге өттік қой сол жерде. Романтика болып екеуміз. Ана 5 минут алып кеткен, гүл де жоқ, ақша жоқ, өзі де жоқ. Мен әйелім негізі естерге айтайын, вообще басқаша ғой. Әйеліме көп нәрсені түсіндіре алмаймын ғой менің әйеліме. Әйелім мен негізі қаншама әйел жайлы айтып жатсақ та, енді өмірге алып келген мен әйеліме қатты ризамын. Айқын деген кішкентай ұлды алып келді. Мен әйелім үшін бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Айқын деген кішкентай өмірге алып келді. Мен өмірге қаншама дәрежеге жетіп жатсам да, ең
қатты дәрежеге жеткен кезім осы менің айқын өмірге келгенде. Әкелік сезім деген өте керемет. Мен енді осы өзім Тараз халқына ең алғашқы концертін беріп жатқан кезде менің ұлым айтты, мен де сахнаға шығамын деп. Ол қатты сөйлемейді, бірақ енді көзіне көріп тұрмын ғой. Енді сіздердің шапалақ қошеметтеріңізбен бүгінгі кеште менің ұлым Айқын Арманұлы ду шапалақпен қарсы алыңыздар. Айқын, Айқын, Айқын. Қалқыр памперсы бар ма? Айқын, привет деш. Тақпақ айтасың ба? Иә. Ай, отыр. Қатая. Екі қолы. Қатая. Апай саба. Жоша. Ұйықтап қапты. Масая. Аяз ата. Ту. Аю емес, Аяз ата. Тудыр. Бізге сәлем. Тудыр. Бір қолында. Селея. Бір қолында. Селея. Қояным, қояным. Тушы. Ұйқың, бетіңді. Жоша. Ұйқыңнан. Жоша. Садикке. Паша. Енді Айқын, билейміз ба? Билейсің ба? Иә. Қандай өлең қойсын? Асетті тұқ. Астанада жоқ. Астанада, Жоша. Алматыда Жоша. сені іздедім. Үйді ішілі. Шауала! Ой, рахмет. Рахмет. Айттым ғой. Таразды вообще таңғалдыра алмайсың, таныстар ғой беріп жатқан. Гаухардың сіңілдеріне бір қошемет қойыңдар, келіншегіне олар. Көрдіңіздер ма? Наймандар ғой, наймандар. Құлағым айтып кетті ғой, ақшасын біткеннен кейін бересіз. Ал, Айқын, рахмет де. Кімдікі машина? Мика. Шабалақ ұрайық, Айқын Арманұлы, рахмет Айқын. Ой, рахмет. Енді, Аллаға шүкір, мен сіздерге шынды айтайын, осы өмірге Айқын келгелі адам өзгереді екен ғой. Бұрын үйге келген кезде, алдынан балаң шыққан кезде бәрін ұмытасың деп айтушы еді үлкендер. Мен сол кезде сенбейтінмін. Өзің енді әке болғаннан кейін соны сезеді екенсің. Айқын шығып әке деген кезде мен ол сезім сіздерге түсіндіре алмаймын. Ол мен сезім ештеңе емес қой. Осы жерде менің ата-анам отыр. Ата-анама ата мен апа деген кезде бұл кісілердің сезімдері көздерінде жас келіп, мам, немерелеріңіз құтты болсын, аман болыңыздар. Құдай қаласа осы Айқынның тойында бас қосып жүре беріңіздер. Осы жерде Гаухардың қайнатам мен енем отыр, бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Бұл кісілерге де ой, рахмет, қош келдіңіздер. Саламатсыздар. Жаңа әзілдің бәрін ойнап айттым. Сәлем бердік. Кешірім сұрайын. Аман есен ұйықтау көрейік. Сахнада енді білінбейді ғой енді. Ене, кешірім сұрайын. Күлкімді тиятын болдым ғой. Енді, болды. Кешірім сұрап отыр ма? Гаухар, не болды? Мен енді сіздерге шынды айтайын, бұл жерде ата-анам отыр, қайнатам енем отыр ғой. Мен сіздерге шынды айтайын, бүкіл халықтың алдында мойындайын, Айқын мен балам емес. Ол мамасында баласы емес, ол ата-апасының баласы.
Енді ата-ананың қарызынан өмір бойы құтылмайсың дейді, 3 рет Меккеге алып барсаң да құтылмайсың дейді. Маған пап, мен енді өзімнің қатты әнші болмасам да, дауысым қатты күшті болмаса да, ән мен әзіл концерт болғандықтан мен сіздердің құрметтеріңізге жанды дауыста Мұқағали бауырымыздың көмегімен гитарамен бір жанды дауыста ата-анамның құрметіне, осы жерде отырған барша көрермендердің құрметіне бір керемет әнім бар. Енді жастар сіздердің әндеріңізді айта алмаймын. Неге бәріміз дегенді айта алмаймын. Неге бәріміз мүмкін күн шыққанға дейін бірге тұрамыз. Неге бәріміз мүмкін күн шыққанға дейін бірге тұрамыз деп сіздердің жақсы көретін өлеңдеріңізді айтпаған үшін айыптамаңыз. Осы әндер тема ғой негізі. Ал енді бүйтейік. Енді өзіміздің кезіміздегі мама бабалардың құрметіне арналған бір жақсы ән бар. Сол әнді айтамыз ба, Мәке? Айтайық. Күле береді. Чудан. Кетті айсың ба? Білетіндер қосылып айтайық бірге. Аналардың құрметіне. Білем, Тараз таңғалдыру қиын, бірақ таңғалдырамай атсам да бір аналардың құрметіне бір ән салайықшы, мамалардың құрметіне. Дайынбыз ғой? Шет жүрсем сағынарым, жабықсаң жақындарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсем, алдыңда ұзақ жүрсем, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Бірге. Ұшырған сұңқарыңмын, қияға шыңқарыңмын, бәйгеге өзің қосқан тұлпарыңмын. Анашым шалқып күлсем, алдыңда ұзақ жүрсем, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп аналардың құрметіне. Енді осы жерде аналардың құрметіне керемет ән салып жатырдық қой. Өзі бір 4-5 адамға айтып қойған, гүл бересіздер деп, соны үшіншісі келе жатыр. Рахмет Лаура әпке. Бәрі таныстыр. Рахмет әпке, Лаура әпке. Дұрап жатырдың ескерткішін анам алып кеткен кезде болсын. Рахмет, жалғас. Көрінбейтін адам. Аға, енді неге бәрі мұз деп айтып жатырық қой, жастардың сүйіп тыңдайтын әндерінің бірі ғой енді, көп жастар енді. Біздің кезіміздегі бір жақсы көретін бір жастардың әні бар, сол әнді бірге айтып берейік. Өзіңіз білесіз бе, Мәке? Ал кет. Ұлатып ем жалғыз сені, мөлдір қара көзіңді, ұлатып ем жанға бермес сұлу нәзік сезімді. Дала қандай болар еді, арманымдай аңсаған, ару қандай болар еді, арманым, айтқан сөзің оқ сияқты, жүрекке түскен шоқ сияқты,
Бірақ маған сенсіз өмір жоқ сияқты. Кеттің тастап қайда мені, іздедім ғой мен сені. Айтшы жаным, жашы маған, сүйемін деп өзіңді. Дала қандай болар еді, арманымдай аңсаған. Ару қандай болар еді, арманым, арманым. Айтқан сөзің оқ сияқты, жүрекке түскен шоқ сияқты. Бірақ маған сенсіз өмір жоқ сияқты. Бірақ маған сенсіз өмір кредит жоқ сияқты. Айтамыз ба? Айтамыз ба? Айттым ғой, люстра десем күле береді көрші. Ал енді ана бір тағы да бір, ой, мына кісіні танымадым ғой десең. Ой, жаным, машин, рахмет, алтыным, машин. Аха, 4000 болды дейді. Бір жерден беріп отырсақ бәрі. Енді, Орманбек. Болды. Айтып қойдым, балып шықты. Орманнан келген сияқты екен, давай дейік. Ал, бір осы жерде жас жұбайлардың құрметіне бір ән салып берейік. Жас жұбайлар бар ма? Қол көтерсінші, жаңадан үйленгендер. Үйленгендер бар ма? Жаңадан үйленен. О, үйленген жаңадан ба? Енді үйленейін деп жүргендер бар ма? Қол көтерші, үйленейін деп жүргендер. Үйленейін. Папа не болды сізге? Үйленейін деп жүргендер бар ма? Балкон, үйленейін деп жүргендер бар ма? Үйленейін деп жүргендер. Ой, рахмет еді. Бала шағасы барлар бар ма? Бала шағасы барлар. Тегін кіргендер бар ма? Тегін кіргендер. Бір баласы бар, тегін кірген. Ал кетті. Жас жұбайлар деген бір керемет әнғанда. Мәкеннің дауысын естейік. Мұқағали, красавчик. Жібер. Аққайыңдар төгіліп нұр шашады, алаңқайдан хош иіс гүл басады. Алақанға қондырып ақ сәулесін, жас жұбайлар жанасып сырласады. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Бақытты болыңдар жастар, аман болыңыздар. Мұқағали бауырымызға ду-қол қошемет, шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет, Мәке. Ой, рахмет. 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 Қайттан бір айналып келесіңдер ғой дағы. Бағана қайын жүріп берген гүлдер ғой мынау. Ал енді, Аллаға шүкір енді, менің ата-анам отбасым бар, өзімнің отбасым бар, менің тағы да 3-ші отбасым бар. Әрине осы концертке дайындалған кезде қобалжып, тура мен сияқты ат салысқан, мен сияқты переживать еткен, мен сияқты күндіз-түні ұйықтамай осы концертке тура мен сияқты дайындалған достар бар. Әрине ол өзімнің достарым, бауырларым. Біз енді қанымыз бір болмаса да, бір анадан өмірге келмесек те, біз бауырмыз. Алдарыңызда Тараз қаласының мақтаныштары Тараз 2000 КВН командасы. Сіздердің шапалақ қошеметтеріңізден. Тараз қошемет қайда? Тараз 2000 қошемет жібер музыканы! Кешірім сұрайын, құдаша сәлі ішіп алды, кешірім сұрайын. Құдағи жеп қойған сияқтысың ғой сен. Ал, құрметті достар, бүгін енді шынайы мені құттықтап келіп отыр ғой. Мен енді ешқандай әзілсіз бәрін серьезно қабылдаңыздар. Бүгін түскі 1:30-да біздің Дайыр бауырымыздың екінші қызы өмірге келді. Құтты болсын.
құтты болсын базар жоқ бізге жұғысты болсын құдай қаласа дайыр рахмет құтты болсын екінші қыз өмірге келді дайыр енді сұрақ әкесі кім десең құтты болсын бізге жұғысты болсын құдай қаласа жалғасында екінші қыз осы жылы өмірге келді бір шапалақ ұрып қойыңдар екі баланың әкесі о құтты болсын ол жаста құттықтап қойсаңыз болады жақында босанады босанады дедің бойдақпен қоштасады құдай қаласа қызы түрмеден шықсын Құдай қаласа. құдай қаласа үйленеді ал енді біздің Файзулла мен Колобокте шынайы көп адамның тілегі қабыл болады дейді ғой бұлар да үйленген құдай қаласа екі бастары үшеу болсын деп тілек білдіріп қояйықшы құтты болсын ал енді сіздердің қатты шапалақ қошеметтеріңізбен Тараз жерлестеріңіз ғой кеттік Тараз 2000 қарсы алдарыңызда көрейік қыз ұзату тойда ата анасы өзінің туған қызына тілек айтып тұр мен папасымын случайно үйленіп қалған әйелім әсел қандай әсел айгүл ғой айгүл және сәкен бақытты болыңдар сені әсел тұмсықтыға қақтырмай жұмыртқаға жақтырмай өсірдім не етіп кеттің тұмсықтыға шоқтырмай жұмыртқаға қақтырмай не етіп кеттің жылама қатын жылауға не стоит құрметті айгүл 4 айдан кейін бесікөйде кейсін алдарыңызда көрейік Тараз қаласы бір көшеде болған қызықты оқиға екі қыз өтіп бара жатыр жігіттер қыздарға тиісіп жатыр мен де тұрайын біз сол екі қыз әдемі сұлу Қыздар, сәлем қыздар. Сағатта жібересіз бе сағатты? Неше сағат? Оңбаған. Сары бәле. Сағат сен қазір сағат сұрайсың. Сосын атым сұрайсың. Мен байғұс айтып қоямын атымды. Сосын сен маған подарка бересің. Сөйтіп мені сындырып аласың. Мен де көне салам байғұс. Содан кейін сен білесің, үйленуге ұсыныс жасайсың. Үйленеміз деп үйіңе алып барасың. Сөйтесің, бала тудырасың. Сөйтіп енемен қалдырып кетесің, өзің басқа қыздарға барасың. Айтпаймын саған сағат. Жоқ. Жігіттер сағат 4:30 болды. 1945 жыл соғыстан кейін еркектер үйіне келу үстінде мен тағы да әйелімін. Айгүл! Самат! Айгүл! Самат! Айгүл! Самат! Ауғат, не болды? Үйде бөтен еркек шешініп отыр. 8 март жігіт қызына сақина сыйлау үстінде. Президентский парк, басқа парк жоқ па? О, сәлем Самал. Қойсын. Жақсы. Саған күшті сыйлық алдым. Қандай сыйлық? Сен таң қалдыратын сыйлық. Маған ба Сақина? Сақина. Но менің размерім емес қой. Тура сенің размерің. Қойшы, менің размерім емес. Ят соңсоңа. Кірмейді. Кірет. Не істеп жатсың? Менің размерім емес, айттым ғой Сенің размерің. Не істеп жатсың? Айбай, дағыр. Не істеп жатсың? Айттым ғой. Айттым ғой сенің размерің деп. Не ғой? Көптен күттім осыны. Менің әйелім боласың ба? Болмайым. Шеш Сақина. Шешпеймін. Енді, көрейік. Әр халықтың тәрбиесі әртүрлі, Колобок 12 деп қоймай қойды осы әзілді. Бірінші орыс халқы. Ну пойдем, мой маленький сынок, как маленький мужик, погуляем по парку. Мама, нога болит, нога. Что? Нога болит, нога. Это не нога, Что? это тзе. Мама, тзе болит, тзе. Везде болит, тзе. У тебя это везде, это тзе, да, у тебя? Пойдем, мой маленький сынок, пойдем, тзе купим. Ал енді алдарыңызда көрі осы жанұя америкалық шетелдің жанұясы. Go Children's. Мазе. О май, наго. What? Қалай еді? Наго, аяго.
No, это zero. What? Happy birthday to you. Ал енді алдарыңызда тұр осы жаңа қазақ президентский парк. Жүріп жаным, қыдырып қайтамыз балам. Мама, ayağımda ortu al. Не дейсің? Ayağımda ortu al. Көрек алдарыңызда колобок ертегісіндегі колобок, тараздың колобок болса қалай болады? Колобок, отморозок. Мен сені жеймін. Жеміш. Көрек алдарыңызда отморозоктар күліп отыр. Алдарыңызда тараздың гламурный қызы 18 жасар. Орысша күшті сөйлеймін деп ойлайды өзі, бірақ орысша сөйлей алмайды. Президентский парктың алдында такси тоқтатып тұр. Басқа парк бола ма өзімізде? Мен сол қызбын. Фигурасы 90-60 3,4. Түрі косинус альфа. Такси тоқтатып тұрмын. Такси. Чё ты не останавливаешься? Здесь стоишь же, маленькая красавица. Или бессовестная женщина. Чё ты не останавливаешься? Что у тебя колесо оторвалось, и аэрбак в лицо попало твое, знаешь это? Если еще раз не останавливаешься, я тебе покажу, кто здесь number one, я твой, Тамерлан. Аяқта кетіп қапты ғой, айтпайсыздар ма? Екінші такси тоқтатып аламын. Такси. Оңбаған два вообще. Екі не останавливаешься, қосылды. Ары қарай айтуға ұяламын вообще. Ұятсыздар. Такси тоқтатыш. Саламатсыз ба, такси ма? Баласағын алып кетесіз бе екіштенге? Өзім жаяу бара тұрып қой. Ал енді алдарыңызда жаңа отморозок колобок болды ғой, енді колобок өзінің рөлін ойнап отыр ғой. Алдарыңызда колобок, ертегісі Қызтеке колобок. Қызтеке. Атадан қаштым, мен ападан қаштым. Колобок, Ау, мен сені жеймін. я жеш мені, шайнашы. Көрек алдарыңызда жүгіруден жарыс. 3 мемлекет жарысып жатыр. Бірінші мемлекет Қытай, екінші мемлекет Америка, үшінші мемлекет Қазақстан. Қытай, сіз ғой. Қытай, сіздің жарысудағы ұраныңыз қандай? Хуй чемпион, ничего. Жоқ, америкалық, сіздің ұраныңыз? Хуй дүтүдей. Базар жоқ. Ал енді Қазақстан қолдап қояйық. Сіздің ұраныңыз қандай? Кім бірінші жүгіріп келеді сол қатын. Конкретно қатын. Базар жоқ онда. Ал, на старт, внимание, марш! Құттықтаймыз, Қазақстан бірінші орын! Құтты болсын. Жаңа қатын деп отыр едіңіз ғой. Зато чемпионбыз. Көрейік, алдарыңызда Тараз қаласына қонақтар келіпті, Тараз қаласының қыдырып жүр. Мен Тараз қаласын сол қонақтарды қыдыртып, түсіндіріп жүрген гид деймін, не дейді? Гид. Мынау шофер, мен гид, мынау қонақтар. Қонақтар, қош келдіңіздер. Тараз қаласына. Бош! Біз сіздерді көп күттік. Тараз қаласында ауа райы керемет. Оң жақтарыңызда баласаға өтіп кеттік. Сол жақтарыңызда орталық алаң. Тағы да өтіп кеттік. Кішкене ертелік айтшы, дайындап тұрайын. Ертерек айтайын, оң жақтарыңызда орталық базар. Әлі ерте. Өтіп. Сен қуасың ба? Ау! Мынау, сен кекешсің ғой. Мен кекеш болсам, мынау мақау мынау. Сен дипломың да жоқ шығар. Менде диплом жоқ, мынада право жоқ. Енді біздің жігіттерге бір шапалақ қошемет ұрып қойыңыздар. Біз 13-14 жастан берге
дос болып келе жатырмыз, әлі сол сахнадамыз, әлі сол энергиядамыз, Аллаға шүкір. Бәрі қазір осы жігіттердің бәрі бір бастар екеу, Құдай қаласа, Олжас қазір деп жатырмыз, осы көктемде Олжасты үйлендірейін деп жатырмыз, Құдай қаласа. Екі бастар үшеу, төртеу болып жатыр. Біз кішкентай кезінде армандаушы едік. Қашан осы отырыстарда әйелдерімізбен, кішкентай бүлдіршіндерімізбен отырамыз деп. Аллаға шүкір, армандарымызға жетіп жатырмыз. Армандарымыз орындала берсін. Біздің Тараз 2000 КВН командасының керемет әні осы армандарды орындауға көп атсалысып жатқан Тараздың халқына. Сіздердің құрметтеріңізге Тараз 2000 сіздермен бірге. Дауысын шығар, Джони, дауысын шығар, Джони. Дауысын шығар, қатты дауысын шығар. Енді балалардан айда беретін болса, таңғы кеш батыр, мен сендерді жақсы көрем. Біз бір жанұямыз. Жігіттер, Файзулланың дауысы кеттік әлі. Таразда құралған жігіттер тұр бүгін алдыңда. Әдеттегідей КВН ойнап, Тараздың атынан ойнадық біз талай жер сайрап. Енді біз ұмыз көзіміз жайнап, ұмытпашы көрермен, қызықты ойындар болады әл алда. Балалыққа ораламыз егер КВН көрсек, сізді күлдірсек, біз үшін бақыт. Өмірдің сәні біз үшін мына сахнада жүру, ойнатып күлу, күліп өмір сүру. Ұмытпашы көрермен, 10 жыл болдық сіздермен, жаздық шақты бірге өткізген. Біз бір қайық теңізде жүзген. Мысалы, Дайыр мені класстасым. Біз мектептен бері біргеміз. Бір группаға түстік. Бір жолды таңдадық, Аллаға шүкір. Колледжге түсіп, жалғаспен таныстық. Асаның жігіті, ауылдың жігіті. Таразға кеп, Аллаға шүкір, дос болып жатырмыз. Файзулла Колобок университетте бірге танысып, бір жанұя болдық. Олжас біздің бауырымыз, ініміз еді, қазір бауырдай болып кеттік. Біз тағы айтайын, қанымыз бөлек болса да, біз бауырымыз. Ұмытпашы көрермен, 10 жыл болдық сіздермен, жаздық шақты бірге өткізген. Біз бір қайық теңізде жүзген. Тараздан құралған жігіттер тұр бүгін алдыңда. Тараздың 2000 жігіттер, шапалақ қошымет, рахмет жігіттер сіздерге. Ой, красавчиктер. Спасибо большое. Назаржан, ой, рахмет, Колобок. Рахмет, Олжас. Үйлен, Олжас, үйлен. Ал енді ортамызға бүгін кешті мені тағы да сыйлап келіп отырған бүгін әншілер көп. Сонау Алматыдан, Астанадан келіп отыр. Бұл жігіттер енді өз біздің жерлестерімізді жерлестер қолдап жатыр. Өте қуаныштымын. Құрмаш деген бауырымыз бар, Айли деген әдемі сұлу қыздар бар. Алдарыңызда бүгінгі кешті құттықтап келіп отырған Құрмаш пен Айлинің сұлу қыздары. Сіздердің құрметтеріңізге Шудың бойында деген әннің ремиксін айтып беріп күліп отырып тыңдаңыздар. Қарсы алыңыздар, Құрмаш, Айлин. Шудың ойында сені іздедім, бәрі ойымда, үміт үзбедім, отлап күйгеннен. Мен іздедім, сенің мойныңда, менің іздерім. Жаңбыры жау, бәрі мәңгі тұрмайды, сол өмірлік сәт есімде қалмайды. Шудың бойында сені іздедім, бәрі ойыма, үміт үзбедім, от боп күйгеннен. Мен іздедім,
бәрімәңгі тұрмайды. Сол өмірлік сәт ағайын. Есімде қалмайды. Мереке құтты болсын. Шабалау ұрай, Құрбаш Айлин. Ой, рахмет. Құреке, рахмет. Базар жоқ, Құрбаш. Ой, рахмет. Қалай ойнап жатыр ма концерт? Нормально ма? Жаңа, артына барсам, жігіттер айтады да, екінші концерт, бірінші концерттен қарағанда сәл халық шаршап отыр ма, поддержка аз беріп отыр, или басқаша ма дейді. Онда емес па? Онда емес па? Нормально ма? Ой, рахмет. Рахмет, енді өздеріңіз бес сонсақ бірде емес пе? Қазақ деген сыншыл халық, өздеріңіз көріп жатасыздар, өзіңіз жересіз ғой деп поддержка болсаңыздар болды ғой. Енді шапал ұрайын деп тұрған бір-екі адам бар екен, қолда жіберейік, Бауыржан. Ой, рахмет. Жандос ше. Енді мен енді келесі айтайын деп тұрған бір кішігірім монологым бар еді. Бұл енді заңға байланысты ғой. Неше түрлі қазіргі заманда білесіздер, заңдар көп. Мен сіздерге айтайын, пенсияға кеш шығарайық деген әйелдерді 63 жастан, еркектерді 68 жастан деген заң білесіздер ғой, білесіздер. 63 жас, 68 жаста кім пенсия алады деген ойым ғой енді. Интернетте қазір күшті болып отыр. Инстаграмда біреуге балағаттап комментарий жазатын болсаң, айыппұл төлейсің үлкен кісілерге. Болмаса, түрмеге отырғызады деген онда жоқ, айыппұл төлейсің, боғауыз жазасың. Көп. Сосын бір мәдениетті қоғамдық жерде де түкіруге болмайды. Ондай да заң бар. Мен негізі осы заңдарға таң қаламын ғой, біз неше түрлі заңдар бар, түкіруге болмайды. Сосын біздің Қазақстанда автокресло деген заң бар, білесіздер. Кішкентай балаларды автокреслоға отырғызып қою керек. Бір бала болса, бір автокресло, екеу болса, екеу, үшеу болса, үшеу, төрт бала болса, төртеуі автокреслода отыру керек. Сол мен ойлаймын, төрт баласы автокреслоға ата-анасы жаяу барама баратын жеріне деп ойлап қоямын да. Орын жоқ қой уже. Бұл енді бұл неше түрлі, бір түрлі заңдар ғой. Мен енді кеше интернеттен қарап отырсам, бүкіл әлем бойынша неше түрлі заңдар бар екен. Мен сол заңдармен сіздермен бөліскім келіп отыр, өзім таң қалғанмен бөлісейін. Мысалы, Қытайда мынандай заң бар екен. Мұғалім оқушыға білмейтін сұрақ қойса, оқушы мұғалімді ұруға болады екен. Ойлаңыздаршы. Осы заң мен оқып жүргенде болғанда біздің мұғалім тек ауруханада жататын еді ғой негізінде. Көзге көріп. Мына енді керемет заң. Австралияда иттерге 44 реттен асып үруге болмайды екен. Қай иттің аузын аңдып жүрсің мына жерде? Біздің Аманғали Австралияға баратын болса сотталып кетеді екен ғой негізінде. Халық жауы Аманғали деп. Португалияда 50-ге дейін шемішке шағу болмайды екен. 50-ден кейін өзінде шықпай шығып отырсың, бола ма болмай ма мына жерде. ақш Индиана штатында қазан айынан бастап наурыз айына дейін 6 ай душқа түсуге болмайды дейді. Тұмаумен ауру азаяды екен дейді. 6 ай душқа түспесің, тұмаумен құтыр болып ауырасың ғой мына жерде. Мына енді өте керемет заң екен, біздің елге керек сияқты. Эфиопия елінде өсек тыңдап тұрғандардың құлағын шауып тастайды дейді. Осы заң бізде болатын болса, көп жеңгелеріміз құлақсыз жүретін еді. Базарда бір сырға қит болатын еді ғой. Мына енді өте керемет. Қытайда дейді, Қытайда батып атқан адамды, батып атқан суға, оны рұқсатынсыз құтқаруға болмайды дейді. Прикинь, біреу батып атыр, сен рұқсат сұрап отырсаң, жай батып атсың ба деп. Мен саған көмектесіп болсын, маған заявление жай жүргейсің ба деп. Бұл енді Қытайда. Енді мына заңды қараңыздар, ақш Нью-Шотландия штатында дейді, жаңбырлы күні шөпке су құюға болмайды екен. Қандай ақмақ жаңбырлы шөпке су құяды. Бұл ештеңе емес. Үндістанда жаңбыр жауып атқан кезде ауырып жатуға болмайды екен. Жаңбыр жауып атса бір системамен жүріп қойса ауырып болмайды деп. Бұл енді Индияда ғой. Ал енді мынау өте керемет. Лондондан дейді, кешкі 9-дан кейін әйелін ұруға болмайды. Әйелдер осыдан бізде болса екен деп жатыр ғой. Ойлашы, 8-ден 58 еткенде әйелін келіп тұрды. Бәрін істейтін мен, бала шағаны асырайтын мен, ақша табатын мен деп күйеуі жынданып келіп енді ұрайын деп отырса, 9 болып қалып үлгермей қалдым, 9 болып үлгермей қалдым десін. Әйелін бірақ ұрса, біздің сағат 5 минут алды деп ана жерде. Ойлашы. Самоа деген елде әйелін туған күнін ұмытып қалу қылмыс болып табылады екен. Біздің еліміз еркектер атын ұмытып қалады ғой. Флорида штатында дейді, ақшта ерлі зайыптылар күніне 3 ақ тарелка сындыруға болады. Одан артық көп сындырса қылмыс болып табылады екен. 3 ақ тарелка. Прикинь, 3-ден кейін екеуі сразу достасып кетсе. Андорра мемлекетінде әйелді тек жастықпен ұруға болады екен. Әйелдер бір сөз қош келетін сияқты бізде. Енді ал Лос-Анджелес деген қалада әйел адам көнбесе, оны рұқсатынсыз ұруға болмайды дейді. Әйелін жындандырып жатыр да сен үшін. Сен ұрсам ішінге дейсің. Сербияда мұғалімнің шашынан қайызғақ тапсан, экзамен тапсыруға болмайды. Кіресіп шашын ақтап кетсең, қайызғақ қойма деп.
Енді мына заң Норвегияда кешкі 10-нан кейін қорылдап ұйықтауға болмайды дейді. Мен көршім бар еді ол деген. Вообще сен Норвегияға барма десе оған. Лондонда дейді, жұқпалы аурумен ауыратын адамдарға таксимен қолдануға болмайды екен. Бір такси солдаттар тоқтатып сразу анализ кровін алып жатсаң ана жерде. Мынаны қараңыздар. Чикагода дейді, өртеніп жатқан үйдің ішінде тамақ ішуге болмайды дейді. Үйің өртеніп жатыр, тамақ ішіп жатсаң ойлашы. Еще жарың лагман жеп жатсаң. Әйелің айтып қойсын ба? Ташкентский чай бар ма деп. Енді Сингапур елінде дейді, көшеге қоқысты 3 рет тастаған адам қаланың көшесін жуып, және оны теледидардан көрсетіп, бүкіл қаланы тазалатып қояды дейді. Менің ойымша осы заң бізге керек сияқты. Білесіздер, иә? Осы заң керек секілді менің ойымша. Және мына Ватикан елінде ажырасу заңға қайшы екен. Ажырасқандарды қылмыс болып табылып соттайды екен. Осы заңда маған менің ойымша Қазақстанда керек секілді, өйткені жетімдер үйі азаятын еді деген ойым бар. Және тағы бір керемет ұнаған заң, мен интернет ақтарып отырмын. Қытай елінде 2012 жылдан бастап қабылданған заң ата-анасын ұмыту қылмыс болып табылады екен. Менің ойымша осы заң біздің елде болса, жетімдер үйі, қарттар үйі азаятын еді. Заңмен жүрейік, заңға бағынайық. Сіздермен болған Арман Жаналиев Армани, бағынып жүрсеңіздер бәрі болады. Нормально қошемет. Рахмет, Тарас. Ой, рахмет, бәсе бір екі күл кемей жатыр еді, саламатсыздар ма? Алып көйде саласыздар ма? Дәулет кесей. Енді қазір ортаға бір жігіт шақырайын деп тұрмын. Ой, бұл жігіт қазір ортаға шыққан кезде бүкіл қыздар айқайлайды. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар ма? Ой, Дәулет. Қалайсыз әкке? Дәулеттің мамасы емессіз ба? Қалайсыз? Рахмет. Қалайсыз әкке, жақсысыз ба? Құдағимен қалай, нормально ма? Алып көйде Дәулет кесейші. Дәулеттің мамасы ғой. Бет. Құтты болсын. Бетің жауып жүрші. Енді ортамызға ойнап жатырмын, Құдай сақтасын әлі. Құтты болсын, бақытты болсын. Құдай болса келін ененің топырағынан дейді ғой. Енді ортамызға айтып жатыр қой, үйлендік, бір басымыз екеу болып отыр деп. Көп әншілер үйленген жасырады, білесіздер. Үйленген жасырады, оны телевизордан көріп отырсыздар. Соңында біліп жатыр. Оказывается, оның әйелі бар екен ғой деп, мен сіздерге айтайын, әйелін жасырған өледі. Ой, ауруын жасырған өлеткен ол кешіріңіздер. Енді бұл әйелінде жасырмайды, үйленгенде жасырмайды, жақында үйленді, жақында ұлды болды. Бүгін кеште мені құттықтап шынайы келіп отырған өзімнің досым, бауырым, құрдасым Серік Ибрагимовдарыңызды. Қарсы алыңыздар, Серік Ибрагимов. Қош келдің, Серік. Тарас. Ассалаумағалейкум, қымбатты, ардақты өнер сүйер қауым, арман сүйер қауым, КВН сүйер қауым. Мен негізі осы жерде жаттап айтатын едім, күшті айтып берейінші соны. Негізі өзім таныстыратын не да? Бәрі омады болып кетті, айтайын. Тақпақ айтамын дейді, қолдан көрсетіп қойып. Мен едім сырдан шыққан Серік балаң. Саксофон жоқ қазір жанында берік маған. Ассалаумағалейкум, Тараз жұрты. Арманидің ән кешіне келіп қалам. Кешірім сұраймыз. Үлкен кісі ғой, айтар. Шапалақ қошемет аздау болып жатса, сәл ренжіп, ауылға кетіп қалам. Жан кері болып жүрген ұлдарыңа әнсер, көрермен болсын аман. Қалай? Ойде, қошеметтірақ, сека, красавчик. Мен өзім Арман деген ұлың болам. Тараздан өскен ары бері жүректегі сезіммен. Бүгін міне беріп жатырмын концертті, шын жүректен келіп отыр көрермен. Қалай кетті? Рахмет сізге келіп жатқан көрермен, рахмет сізге келіп жатқан балкон. Абайлы отырайық бәріміз, әрқашан келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Серік деген бауырым келді Алматыдан, шляпасы бар, әйелі бар, кішкентай бар. Аман болшы Серік, әрқашан қанша тұрады картошканың бағасы? Ой, рахмет. Бұны тоқтап болса тоқтамайды. Мейлі кеттім мен, жіберші қолымды Серік мырза. Қанша саусақ, 7 саусақ, мұты алып қой мынау. Арман, сен шын жүректен сол сахнаның атынан құттықтаймын. Сен шын жүректен концертіге құттықтаймын. Аман. Қырынып жүрші. Шыққан биігінен түспей, онан әрі қарай биіктей бер.
өнерің өле берсін, қасыңдағы бауырларың аман болсын, атанаң аман болсын, жұбайың, кішкентай ұлың ере берсін. Негізі елдің атын ер шығарады. Сондықтан осындай өнер мен спорт саласындағы қызмет етіп жатқан Тараздың жұлдыз жігіттеріне шапалақ болсын. Көп рахмет. Барлық жаңалықты айтып кетті ғой Арман. Негізі мен өзімнің программам бар, сонда әдемі не қылатын. Енді былай айта салайын. Былтыр ағайын мен үйлендім. Сөйтіп үйлендім мен деген ән шығардым. Сөзін Әл-Фараби Бегарсул деген бауырым жазып берді. Әнін мықты белгілі композитор, әнші, сазгер, красавчик Серік Ибрагимов деген жігіт жазып берді. Соны сіздердің құрметтеріңізге салып берейін, қабыл алыңыздар. Үйлендігенде үйленсін. Үйлендім мен, бойдақ емеспін, қалды елес күн, атта бәрі. Үйлендім мен, ғажап өмірім, тасып көңілім, шаттанады. Тұрады екен қайда жүрсең дағы тойда, отбасың тек ойда тұрады екен. Керемет жайым, жоқ енді уайым, аяулы шарым бағым бар. Үйленбегендер, жүре бермеңдер, бақыттарыңды іздеп табыңдар. Үйлендім мен, ойда емеспін, қалды елесін, артта бәрі. Үйлендім мен, ғажап өмірім, тасып көңілім, шаттанады. Қолдаңыз. Жалқақтамай самға, қанағат қыл барға, жан-жарыңа. Үй болу деген қиындай емес, жүректе сезім иман бар. Ата-анаға, келер балаға, бақытты өмір сыйлаңдар. Үйлендім мен, ойда емеспін, қалды елеспін, артта бәрі. Ғажап өмірім, тасып көңілім, шаттанады. Жоғарыда басаңыздар. Мен үйлендім, сен де енді үйлен. Жамандардан жүрен, жақсылардан үрен. Қазағымның әр қызы серігіммен сүйген, мағыналы ғұмыр кешсін деп бақыты кемен. Үйлендім мен, бойдақ емеспін, қалды елес күн, артта бәрі. Үйлендім мен, ғажап өмірім, тасып көңілім, шаттанады. Үйлендім мен. Ерболат Қарақойшының сөзімен әніне жазылған Барбар деген ән дүниеге келді ағайын. Қазір сіздердің құрметтеріңізге салып берейін. Ұнаса шапалақ ұрасыздар, ұнамаса шапалақ ұрасыздар. Ауыл менен қала көшкен тегі біз, көше менен дала өскен жеріміз. Бабамыз қандай, баласы боламыз сондай. Галактикаға да барған тоқтарлар, жігіттерім батыр алған көкпарлар. Жұмып жанардай, жүрсіңдер әлі таба алмай. Алматыда бар
бар жұлдыз жігіттер, Астанада бар мың қыз үміткер. Дене жоқ, олар көп, тауда ірі тұлғалы. Ақтөбеде бар арымды ұлдар, Шымқалада бар дарынды ұлдар. Дене жоқ, олар көп, қазағымның ұлдары. Болсын шаштары, қазақ жігіттісің, сүйме басқаны, сұлу қазақ қыз. Сіздер мен біздер ғажаппыз. Алты алаштың олы шойынды білек, алты құрлықты да мойындатып ек. Ерлік етті ғой, көк туды желбіретті ғой. Алматыда бар жұлдыз жігіттер, Астанада бар мың қыз үміткер. Дене жоқ, олар көп, тауда ірі тұлғалы. Ақтөбеде бар арымды ұлдар, Шымқалада бар дарынды ұлдар. Дене жоқ, олар көп, қазағымның ұлдары. Шығысында бар шырайлы ұлдар. Дене жоқ, олар көп, тауда ірі тұлғалы. Оңтүстік орталық шекті жігіттер, солтүстікте бар текті жігіттер. Дене жоқ, олар көп, қазағымның ұлдары. Atın kım? Apa? Ha? Ekilmez. Еркеназ, canım, нешелесің? Ekizim. Серік, Айқын номерін сұрап жатыр. Мені танисың ба? Ya? Кіммін мен? Ернар Айдар десе. Аға дейсіз? Келген рахмет. Сен барасың ба? Еркеназ? Апаға барасың ба? Шығарып сол енді сені. Шапалақтырыңыз. Сека, Тараздың оны Еркеназ, жаным аш, Еркеназ. Міне саған. Ой, жаным аш. Шапалға қарақ Еркеназды. Рахмет айтсай. Ой, мамасы қайда Еркеназдың? Сіздің қызыңызға 702-299-11 единица. Сека, давай. Рахмет үлкен. Көп рахмет. Ұнады ма ән? Болды онда. Бейнебаян түсіріп тастадым. Жақын бір 5-6 күнде көресіздер. Бейнебаянда ұнайды деп ойлаймын. Себебі қазақтың жігіттері сол жерде бар. Ерке ішінен табады деп ойлаймын. Көп рахмет. Келесі ән сіздердің құрметтеріңізге салып бергім келіп отыр, бірақ сіздердің көмектеріңіз керек болып тұр. Қалта телефондарыңызды алып шамын жағып, былай істесеңіздер, мен Тараздан сәлем жолдап сол әнді Instagram парақшама салсам күшті болады. Сіздерге деген шын махаббатпен мен Ибрагимов Серік, махаббатын әні. Әні Нұрлан Насып, сөзі Ершат Қайболдин. Аман болыңыздар, бар болыңыздар.
жауа берсін жауында, мейлі соға берсін дауылда, сен сонда да бақытты күн кешесің, себебі мен боламын жаныңда. Өткен күн қымбат, келер күн жұмбақ, бағалайық біздер бұл шақты. Енді көп өтпей уақыт, біз күткен бақыт өзі келді. Мейлі жауа берсін жауында, мейлі соға берсін дауылда, сен сонда да бақытты күн кешесің, себебі мен боламын жаныңда. Мейлі жауа берсін жауында, мейлі соға берсін дауылда, сен сонда да бақытты күн кешесің, себебі мен боламын жаныңда. Көп рахмет. Жақындарыңыз жандарыңызда болсын әрқашан. I love you, Тараз. I love you forever. Жауа берсін жауында, мейлі соға берсін дауылда, сен сонда да бақытты күн кешесің, себебі мен боламын жаныңда. Мейлі жауа берсін жауында, мейлі соға берсін дауылда, сен сонда да бақытты күн кешесің, себебі мен боламын жаныңда. Мейлі жауа берсін жауында, мейлі соға берсін дауылда, сен сонда да бақытты күн кешесің, себебі мен боламын жаныңда. Серік Ибрагимов, қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Кеке, ана кішкентайға өзіңіздің атыңыздан беріп жіберсек, кішкентайдың құрмет. Жаным, аты кім? Атын сұрашы. Жаным. Алтыным. Екеуміздің көрермендеріміз осындайлар ғой, жаным. Атың кім? Ау? Атың кім? Ау? Айгерім дейді. Айым дейді. Айым ба? Айгерім ба кім? Жансая дейді десең. Айгерім ба сонда, Айгерім ғой деймін. Нешедесің? Жөнім. Бір жігітпен таныстырайын ба? Айқын ғой. Айы отыр партадағын біледі. Бұл да біледі, сұрашы. Айы отыр партада білесің ба? Айтшы. Айы отыр партада, екі қолы батата. Дуэт тап. Дуэт ба? Айқын шақырсашы онда. Осы өмірге ұлайып десең. Шақыршы, Айқын шақыршы. Ал кел, Айгерім. Мамасы бар ма, Айгерім мамасы? Мамасы бар ма? Дайра, сен қызың ба? Жоны, мен класстасым қыз екен ғой, бауырым бәсе тұр ұқсайды бір жерге көрген сияқты. Дәке, Дайрабай деген бауырым бір қошемет ұрайық, мен класстасым. Сен қызың ба не? Ой, жаным. Ой, жаным. Айы отыр партада айтасыңдар ма? Дуэтпен. Сен айт, айы отыр. Батая. Екі қолы? Екі қолы, кән. Екі қолы? Батая. Көрдің ба, Дайра, мен балам күшті. Просто қыз ғой енді ұялып Қыз ғой, қалды. ұялып қар. Привет де қызым. Еш қызым, мали. Ой, жаным. Болды. Ой жаным, бірақ. Ол жаным үшін. Дайра, үлкен азамат болсын, Құдай қаласа. Иә, күлді жаңа берсін. Ой, жаным үшін. Молодец. Дайра, гүл берейін ба? Мен жейсің ба? Жете ма шығар? Үлкен рахмет.
Серік бауырыма шын жүректен от души, брат. Рахмет. Бауырым, от души. Жаным, аман бол. Рахмет. Мына ай отыр партада, екі қол қалтада, апай сабақ сұраса ұйықтап қапты. Масқа. Жоқ, бека, рахмет. Өзің көрсетпей қойшы, рахмет. Ай отыр партада, екі қол қалтада, апай сабақ сұраса ұйықтап қапты. Масқара деген осы тақпақты біздің папа мамаларымыз айтқан білесіздер, иә? Оның папа мамалары айтқан. Осы тақпақ не деген бітпейтін аю осы? Не кәртеймейді, не пенсияға шықпайды екен осы аю, иә? Бітті ғой аю отыр. Не үшін ол еще апай сабақ сұраса ғана ұйықтайды ол аю? Көшеде аю кетіп бара жатса, мен фантазиям ғой, шаршап кеткен ғой, бүйтіп ұйқысы келіп жүр. Не үшін ұйқың келіп жүрсе, апай сабақ сұрамай жатыр десе. Мен ойымша кезінде осы тақпақ шығаратын кезде бір жазушы келіп айтқан сияқты, аңдардың бәрін жинап, құрметті аңдар, бір тақпақ шығайын деп жатыр. Соған бір жануар керек. Жираф, сен отырасың ба деген сияқты. Жираф сұраған ғой, қандай тақпақ деген ғой. Жираф отыр партада, екі қол қалтада, апай сұрап сұраса, ұйықтап қапты, масқара. Жираф айтқан сияқты, жоқ, мен классқа сыймаймын деген ғой. Мен ұйықтап қалсам, басым терезеден шықтыр, еще ауырып қалам деген ғой жираф. Сосын ойланып бүйтіп айтқан сияқты, Арыстан сен отырасың ба деген ғой. Сөйтсе Арыстан айтқан сияқты, жоқ, мен бала шағаның арасына қоспа, қосасың ба, анекдотқа қос деген Арыстан. Қазір анекдоттың бәрі Арыстан жайлы ғой. Мен бір анекдот шығардым Арыстан жайлы. Баяғыда Арыстан бүкіл аңдар жинап алған ғой. Жинап айтады дейді, жексенбі сайын маған ақша өткізесіңдер деп. Сөйтсе бүкіл аң айтыпты, өткіземіз, патшаға қарсы шықпаймыз десе, қоян айтыпты, мен өткізбеймін деп. Не үшін өткізбейсің десе, неге өткіземін Ареке? Үйіңізді жинаймын, әктеймін, кіршаңызды ауыстырамын, бәрін істеймін, мен ақша өткізбеймін десе, сен патшаға қарсы шықтың ба деп. Қоянды 3 күнге түрмеге қамап қойған ғой. Қоян 3 күн түрмеде қиналып, ақша өткіземін деп айтыпты. Содан бері қоян ақша өткізіп жүр екен. Болды. Сол тақпақтарды бір ауыстырайықшы дегенім ғой енді. Аю отыр партада, екі қол қалтада деп. Мейлі былай ауыстырайық. Жерге тұрдым кезекке, кезекте тұр 10 мың адам тұр кезекте. Кең байтақ жерім бос жатыр, осы кезек бізге керек пе деп ауыстырайық. Менің ойымша. Сосын анау бар ғой, Аязда келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр. Бір қолында шоколад, бір қолында мармелад дейді. Сол шоколад пен мармеладтың сұрауы өтіп кеткен сияқты менің ойымша. Қанша болды айтып жүргенім, оны былай ауыстырайық. Банктен адам келіп тұр, кредиттен сәлем беріп тұр. Бір қолында рассрочка, бір қолында просрочка деп ауыстырайық. Өйстіп ауыстырайық ол тақпақты. Болмаса анау бар, латын тіліне ауысып жатырмыз бәріміз. Латын тіліне. Кейбіреулер айтады, латын тіліне ауыспай қойық, өмір бойы қазақ оқып келдік па, қазақша оқиық деп. Мен айтарым сол кісілерге, латынға ауыспаған адам қатын дей салайық осы болды. Өйстіп бітіре салайық. Неше түрлі тақпақтар бар. Ол мен ойлаймын, осы тақпақтарды ауыстырсақ, менің ойымша кішкентай балаларды кішкентайынан жаттайды деп ойлаймын. Мен енді театрға осы жерде Аманғали бауырымыз отыр ғой. Аманғали бұрын театрда 1 жыл бұрын ерте кірді. Аманғалидің бір ерекшелігі бар білесіздер, жан-жануардың дауысын салады. Қазақстан бойынша ең бірінші жан-жануардың дауысын салып, бүкіл Қазақстанға танымал болған Аманғали отыр арамызда, міне қараңыздар. Одан кейін көп қой енді жан-жануардың дауысын салып. Енді единственный бастаған Аманғали ғой. Сосын Қанат автоматтың дауысын салып білесіздер, е? Шығатты, автоматын мен саламаймын оны автоматын. Автоматтың дауысын салып тұр, Тұрсынбек, автоматтың дауысын салып деп өзінің театрын алды. Ана Ерболат деген енді қаншама кемпірдің дауысын салып жатқан актерлар ғой, бірақ біздің Ерболат ерекше салады ғой, ай деп кәдімгідей. Ерболат кемпірдің дауысын салып көр. Тұрсынбектің өзінің бір ерекшелігі бар, тез сөйлейді, аха дей береді білесіздер, бір ерекшелігі бар. Енді осы Арман көбісі айтады, мен өзім бір дірілдеп кірдім театрға. Дірілдеген кезде қорыққан емес, бірақ дірілдеп кірдім. Осы театрда, осы сахнада Тұрсынбектің театрына кірдім. Осы көбісі айтады, Арман не үшін дірілдей береді? Жасы 28-ге келіп, бір әзіл, бір түрлі. Мен сіздерге айтайын, құрметті көрермендер, сол дірілдеудің арқасында мен театрға кірдім. Енді өзімнің жеке концертімде осы театрға кірген дірілдеген биімді сіздердің құрметтеріңізге салып берсем, демеу бересіздер ма? Ал көрейікші, көп болды дірілдемеген. Давай, кет, жібер, кет, қарас! Рахмет сіздерге. Арман, құрты бар ма дейді Арман. Мен құртым жоқ, көбісі деді Арман жынды сияқты дейді. Мен жынды емеспін, мен психпын. Шашып қалатын болыпты ғой. Мына ай айтады ғой, әйел өзінің күйеуіне ұқсайды дейді ғой. Муж и жена деген білесіздер ғой, иә? Мен бір күні президентский паркта кетіп бардым. Сол баяғы президентский парк. Ол кезде күнде дірілдейтін, бүйтіп кетіп бара жатқан ғой дірілдеп. Сөйтіп бір қыз отыр, семіз шақ, бүйтіп отыр.
сәл дірілдейді екен, мен сияқты емес, сәл дірілдейді. Соны көріп қалдым, екеуміз бір-бірімізге қарап дірілдеп тұрдық қой кәдімгідей. Соны бір күні екеуміз бірден жүріп сөйлесіп кеттік. Паркта келе жатырмық өзіміз, мен бүйтіп келе жатырмын, әйелім бүйтіп келе жатыр. Екеуміз мороженое жегеніміз қызық қой, әлі есімізге түсіреді. Елдер бүйтіп ауызбен жейді, мұрнымен жейміз ғой дірілдеп кәдімгідей. Кафеге барып заказ бергенде күшті ғой, дірілдеп отырасың, ыстық шай дейсің, шай түссе үрлеп ішесіздер ғой, күйіп қалмасын. Біз дірілдеп бетімізге жабысып қалады ғой. Дірілдеп жүрген әйеліммен ең жақсысы автобустан тегін түсесің ғой. Кондуктор за проезд дейді, дірілдеп түсіп қалсаң, құдай сақтасын, құдай сақтасын. Енді бәрі дірілдеген жақтырмайды. Мен осы дірілдеудің арқасында театрға кіріп, мен дірілдеймін да, дірілдеп келдім да, әлі де дірілдеймін сіздер үшін. Құрметті тарастерге көп рахмет. Енді осы жерде менің көмекші балаларым бір кішігірім постановочный бір киімдермен бір ерекше бір нәрсе ойлап тауыпты. Оған маған 6 адам керек, 7 адам керек. Бір ойын болғанда бұл постановочный бір ертегі ғой, колобок ертегісін ойнатайын деп тұрық. Бір ортаға шығатын, мен сахнадан қорықпаймын дейтін бірінші бір қыз ата апаның рөлін ойнататын кім бар сіздерде? Ата мен апаның рөлін ойнататын. Шығайықшы бір. Үлкен кісі бола береді. Аға шығасыз ба? Келсеңші көке, ой бір келсеңші. Келсеңші көке. Шықпайсыз ба? Шығайық дейсіз. Апа шығасыз ба? Апке шығасыз ба? Мен мамам шығарсай? Мамаң шығарайын ба? Колобок мамасы келсінші ортаға. Ал. Қошемет ара, колобок мамасы қайда? Кәл колобок мамасы. Келсеңші мам. Мам келсеңші. Шығайық, давай. Файзон, жалға түсіп, бір балаларды алып келсеңдерші, жігіттер, қыздар, бір кішкене, бір 7 адам керек. Жалғас, үйтпе, жалғас. Не болды, әке? Үлкен кісі едім, жүгіріп келді. Не болды, әке? Қой, папаны ма? Давай, папаң шығар. Жоқ, давай бір жігіттер, қыздар, жалғас, тез бас. 4 жігіт, 2 қыз керек. 4 жігіт, 2 қыз. Осы жігіт шықсын. Келсе, брат. 4 жігіт, 2 қыз, кел. Жігіттер керек. Қызға ұқсайтын жігіттер бола береді. Кел. Осы қыз шығарып кел. О, бой десе бой, тұр десе бойы бар. Кел. О, кел. О, мына жігіт. Қалайсың, амансың ба? Қанша болды? Сен қалайсың? Не ғой? Гардероб білесің ба? Шеш. Мына, курткасын аласаңдаршы. Олжас, қалтасын тексерші. Саласа. О, шаш, тоқтаңыз, сұлуғы, суыз деген. Кеңіз дақы. О, мына не деген етік мынау? Балық олап келетсіз ба? Ау? Не дейсің? Жоқ. Не Олжас? Не дейсің? Қалтасынан шықты? Мына кожаны жандырып отыр ма деп қой. Олжас жейтін нәрсе емес, куртка бұл. Енді бір адам керек. Енді бір адам жалғас. Кішкене ар жақтан барып шақырса бір бұл кісілердің бәрі бір сахнада жүргендер ғой, бір сахнаға қатысы жоқ, кішкене бір қызық болсын. Шығаршы сол жігітті. О, біздің Тараздың керемет жігіті. Парикмахерский деген сөз білмейді. Кел, брат, кел. О, қазір. Кім? Киіндер. Қыз кім болады? Ата, анаяға бір киіндіре салыңдар. Қызық болады қазір, қараңыздар. О, қазір. Театральный. Бір 2 стол алып кел. 2 стол, кері жақ, тұра беріңдер. Ал кеттік. О, мына ата болады ғой, мына жігіт, Сен апа боласың. Кім? Қарындас? Жоқ. Атын... Бота. Атаның аты кім? Сейсенбай десе. Кім? Атың кім? Дәурен. Болды. Бүгінен бастап сен Дәуренсің. Өз атын айтып бергенсің. Бітейік, давай. Дәурен, дайынсыңдар. Мен өзім айтып отырам, аяқта артта жігіттер. Колобок ертегісі заманауи. Қазіргі заманның колобок ертегісі. Колобоктың рөлінде өзіміздің колобок ойнайды. Жібер музыка. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Кемпір күле береді. Ал шал болса кемпірге жаман қарайды. А кемпір тағы да күледі. Кемпір мен шал бопты. Шал сол кезде кемпіріне қарап, айналайын кемпіржан. Тұрып атқанымызға 80 жыл болды. Бір бетіңнен сүйсем бола ма дейді. Сол кезде кемпір күле береді. Сүйсем бола ма дейді. Сол кезде кемпір сүйгізеді. 80 жыл сүйдірген қыз сүйдірмейді. Бетінен бір сүйет. Бота сүйдіре сол береді. Сөйтіп, кемпір де шалына қарап, екеуі махаббат вальсін билейді.
Шал мен кемпірдің вальсі. Сол кезде шал кемпірге қарап вальс билемей-ақ қояйықшы. Қазір бір тема өлең шығып жатыр, зың-зың. Соған билейікші деп кемпір мен шал зың-зыңға билейді. Шал 80-де екенін ұмытып кетеді, белі ауырып қалады. Белі ауырып қалады, айбай белім дейді. Сол кезде кемпір шалдың белінен ұстайды, екі қолымен ұстайды, жамбасқа лақтырады десем. Жоқ, ойнайды. Сөйтіп шал мен кемпір, сөйтіп бір күні шал айтады кемпірге: айналайын кемпіржан, қарным ашты, бір бауырсақ пісірші деп айтады. Сол кезде кемпір болды деп бауырсақ пісіруге кетіп қалады. Ал шал болса не істерін білмей тұрады да, ол да кетіп қалады. Кешірім сұрайын, біртүрлі жанұя екен. Біреу күле береді, біреу жүре береді, кешіріңіздер. Қотыратқа соқырат қосылыпты. Сөйтіп кемпір бауырсақ пісіреді. Бауырсақ терезенің алдында тұрады да, өзінен өзі домалап кетеді. Бауырсақ домалап кетеді. Сөйтіп бауырсақ көшеге шығады. Бауырсақтың настроениясы күшті, ары-бері жүреді бауырсақ, ары-бері жүреді. Мода көрсетіп жүреді бауырсақ. Заманауи ертегі ғой. Сол кезде бауырсақ өзінен өзі телефонын алып вайн түсіре бастайды. Қалтасы жоқ болғаннан кейін ештеңе істей алмай қалады. Сөйтіп кері жоқ. Рөлге кіріп кеткен сөйтіп. Сөйтіп колобок келе жатқан кезде алдынан қасқыр шығады. Микрофон беріңдер. Түлкі шығады бірінші. Сөйтіп түлкі айтады: колобок, мен сені жеймін дейді. Айтсын. Колобок, мен сені жеймін. Мынау түлкі ма, не ол мынау? Аға, сен колобок кішкене қорқса, ертегіде қорқады ғой. Жемеші деп қорқады. Вообще денімізде кезгеймін ма? Жемеші! Сол кезде түлкі айтады: мен сені жеймін дейді. Мен сені жеймін. Колобок тағы да қорқады. Сөйтіп ана өзінің әнін айтады: мен ападан қаштым, мен апамнан қаштым, мен атадан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым. Ол үшін мен біраздан іздеп жүрмін. Сөйтіп колобок енді мен сенен де қашамын деп қашып кетеді. Түлкі болса не істерін білмей кетіп қалады. Түлкі сияқты жүр. Сөйтіп түлкі кетіп. Сөйтіп алдынан колобок тағы да келе жатады, не істерін білмей, ары ойланып, бері ойланып келе жатқан кезде алдынан арыстан шығады. Аң патшасы арыстан. Ондай да бар ма? Арыстан келеді. Арыстан колобокты көреді. Колобок. Сен даусыңда Не істеп тұрсың, микрофон брат? қойып отыр ғой. Не істеп тұрсың, брат? Колобок, мен сені жеймін. Көше. Қомасы. Мына пресс қанша уақыт шығардың сен? Міне, бір бүтін пресс. Колобок, мен сені жеймін. Жемеш, мен халал емеспін. Сөйтіп колобок: мен атадан қаштым, мен ападан Мен қаштым. атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен түлкіден қаштым, мен қояннан қаштым. Сен көзің қайда? Былай қарашы. Көзіме қарашы. Көзіңнен тұнып тұрған күнді көрдің бе? Сөйтіп арыстан ары қарайды. Енді мен сенен де қашам. Арыстанның құйрығынан бір теуіп колобок қашып кетеді. Тоқта. Ойнамайды ма, ойнайды. Сөйтіп арыстан кетіп қалады. Ең соңында колобокты жеуге қарны аш орманда жүрген көк қасқыр шығады. Қайсы қасқыр? Кешіріңіздер, жәңде ұрғашы қасқыры бар. Давай, семейный шыққан ғой. Давай ұрғашысы жесін. Кім? Ұрғашысы жесін. Ұрғашқы қасқыр келеді, аняқа тұрсың колобок. Сәлем, қасқыр ема? Сен қорқысышы. Қасқырмен танысайын деп жүрсің ба? Мен сені жеймін деп айт. Мен сені жеймін. Айқайлама! Жай. Мен сені жеймін. Сол кезде колобок не дейді? Барайын а? Қандай керек кезі? Жоқ,
Есімің кім? Есімің кім? Әсел. Әсел деген қалай еді? Мінекей қасқырына әсел ойлашы. Орманда әсел болып жүрсе. Арыстаныңға тисең деп қойдым. Фамилияң кім? Вот, сөйтіп қасқырдың ұрғашысына тиісіп атқанды көреді да. Сұрайыншы, сен менің жемеу үшін мен не істейін? Сен мені жемеу үшін не істейін? Қай қыз? Сен ба? Жоқ, сен мен жемеу үшін не Сен істейін? жемеу үшін не істеу керек, Колобок? Сен жемеу үшін не істеу керек? Кешіріңіздер, мына қыз тойдан шыққан ба? Асен, сен мен жемеу үшін не істеу керек деп айтшы маған. Қалай? Әсел, Баршы аяққа. Сен Колобокты Колобок сен жеме... Мен шатасып кетіп қойшы. Безек, Асел, бір минут бас. Ми ашып жатыр, қасқыр ми ашып жатыр. Асел, сен Колобокты жемеу үшін ол саған не істеу керек? Білмеймін. Сол кезде ұрғашы қасқырға тиісіп тұрған көретті. Қасқырдың жолдасы келеді. келіп қойсыншы. Асел, сен жайлап кетіп қал жайлап. Көрінбей кет. Сол кезде қасқырдың жолдасы келеді да, Колобокты мен сені жеймін деп айтады. Сен ауа кіріп жатырмын өз саған бірақ? Концерттен кейін скорый келіп тұрмасын. Арман сахнада бір адам өлтіріп деп тұрмасын. Атың кім? Атым Озұлы. Озайдұла? Саныбек? Сол кезде қасқыр Колобокты жеймін деп Колобок қасқырдан қашады. Мен яқтан? Қаш, қасқыр! Тоқта. Кім еді мынау? Автор, сценарийда бар ма? Қайсы? Анау соңғы тепкен да? Соқты Колобок ашуланып кетеді да, қасқырдың артынан тебеді. Ей! Өшім! Мама, не қарап тұрсың, жүр. Қасқыр! Кім мынау? Әсел, Файзолла екен. Шабала құрай Файзоллаға. Сөйтіп, үстіне секіргенші бушиді оқысам. Бірге бір алау шықты ғой сен өлесі ба? Арықтап кетсе Колобок өліш. Үстіп Колобок ертегісі заманауи боп, Колобок та аман есен, жануарлар да аман есен боп деді. Шабала құрайш, арғыра жүргіз алмай қалдық қой болды. Келіңдер ортаға. Шағырсыз бәрі. Шығайық бәріміз. Түлкі шықсын, түлкі. Кел. Ал енді бүгінгі рөлге қатысып, сахнаға шығып, кереметтей өнер көрсеткен ең бірінші біздің түлкі болып шыққан есімің? Астана. Астана таныспай Көкшетау. Астанамын дейді. Сен атың кім? Толчок десе. Атың кім? Берік. Аттары да бір түрлі екен, не дейсің? Бейрек. Кім? Бейрек. Брат, сен атың шатастырып алған жоқсың ба? Шын атын айтшы, шын атын. Бейрек. Дайырек деген сияқты. Дайырекке жашы бауыры. Бейрек па? Бейрек. Не мағына береді сонда? Батырдың аты дейді. Батырдың аты? Жөнім. Мама салдық қоғымында боланы. Атың кім? Қасқыр құсап тұрсын бәрі. Байзыла. Және шал болып керемет вальске деген бауырымыз. Дәурен. О, Дәурен. Давайте. Дәуренге. Және де бүгінгі ойынды көтеріп, бүкіл халықты таңғалдырып күлдірткен Әсел қарындасымызға. Нұрлан қызы Әсел. Нұрлан қызы Әсел ма еще?
Қош, Нұрлан қызы. Және де көрінген адамға бетін жидіретін десек. Атыңыз? Ақбота. Ақботаға, аппақ красавицаға бір қошемет айтшы. Сіздің атыңыз? Абылай. Мен ар жақта массовтан екен. Арман қалды дейді отыр. Не болды? Bir adam қалып кетті ма? Зебра не үшін шыққанын өзі түсінбей қалды. Тоқта, барайын. Вообще ұмытып кетті ғой зебраны, ойын бітіп отыр ғой уже. Не ғой? Ертеңін басынан бастайық. Атын кім? Әмірбек. Енді Әмірбек ренжіме, қалауы ертегісінде зебра жол екен ренжіме жатыр. Шамалау қарайық, әншейін тұрған Әмірбекке де, я. Ой, рахмет. Енді сіздерге көп рахмет, аман болыңыздар. Костюмдеріңізді қалдырып, отыра беріңіздер. Қалауық, саған да көп рахмет. Рахмет. От души, брат. Концертің құтты болсын да. Рахмет. Ана қасық болмай деген. Аяғына қарамаңдар Қалауықтың. Рахмет, Қалауық. Жөнім. Алтыным аяғын құрыш. Біз 10 шақ жасасақ, бұл 2 шақ жасайды ғой, жөнім. Рахмет, Қалауық. Сол кезде Қалауық сахнадан кетеді. Мәңгі кетеді десек. Рахмет, Қалауық. 5 минутқа кетші. Кешірім сұраймыз. Не істеп тұрсың, Әмір? Ай, бітті дейм ертегі. Рахмет, Әмірбекке де бір қошемет тұрайық. Рахмет, Әмірбек саған. Рахмет, ең ортаға шыққан баршаларыңызға мың алғыс. Енді құрметті көрермендер, сіздерге көп рахмет. Шынайы концерт ұнады ма деген кісілер болса, бір шапалақпен көрсетейікші. Ұнады ма сіздерге? Ой, рахмет. Осы жер күшті. Рахмет сіздерге, көп рахмет келгендеріңізге. Енді Құдай қаласа бірінші концертім ғой. Сәл кемшіліктер болып отса, кешіріңіздер. Не болды, жандос? Кешірім сұрайым. Ауру достарым көп. Ой, саламатсыз. Ой, мен әпкеме бір қошемет ұрып қойдым. Әлі күліп жүр. Енді сіздерге көп рахмет келгендеріңізге. Құдай қаласа бірінші концертім ғой, енді алда да Құдай қаласа осындай көптеген концерттер бола берсін. Сіздер келе беріңіздер, қолдап келе беріңіздер. Тараз ерекше қала, Тараз көп нәрсеге таңғалмайтын қала. Мен ойлаймын, 100% болмаса да бүгінгі көрермендерді бір 50%-ға таңғалдырдым деп. Соңғы сіздердің құрметтеріңізге, өмірлеріңіз ғажап болсын. Мен бір ән салып берейін. Елесеңіздер болады. Тараз, сіздерге көп рахмет. Тараз, Армани, өмірлеріңізде бәрі болсын. Нормальный! Көзімді алмай, жанарды жаулап, жүректі баурап, қойдың ол менің өзіңе байлап, қалықтайын қыраным бол, шырқала бер жүрәнім бол, кеудемдегі тұларым бол, ғажайып ғажабым, саған қол созамын, сен үнсіз жүрсең де, мен саған жазамын. Ғажайып ғажабым, саған қол созамын, сен үнсіз жүрсең де, мен саған жазамын. Сахнаға шығам деп қоймай жатыр. Қыздар келді. Айқын биле қыздармен. Таппасын елдей, жігітті мендей, сен үшін менің көңілім көлдей.
ғажабым саған қол созамын сен үнсіз жүрсең де мен саған жазамын ғажайып ғажабым саған қол созамын сен үнсіз жүрсең де мен саған жазамын ғажабым саған қол созамын сен үнсіз жүрсең де мен саған жазамын ғажайып ғажабым саған қол созамын сен үнсіз жүрсең де мен саған жазамын ғажайып ғажабым саған қол созамын сен үнсіз жүрсең де мен саған жазамын ғажайып ғажабым саған қол созамын сен үнсіз жүрсең де мен саған жазамын. Рахмет, Тараз! Аман болыңыздар, қуанышты күндерде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Тараз 2000 және Армани. Рахмет, Тараз!